Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Арнаға жазылып, мені қолдап отырыңыздар. Әңгіменің жалғасы. Қарнымды құшақтап алғанмын. Әлгі дәу көлікке қарай суыт жүріп жақындай бердім. Көз алдымда болдырап номері көріне бастады. Құдай-ай, ағамның көлігі ғой мынау. Айтқандай, оның көлігінің номері қандай еді? Білмеймін. Әрі қарай жүру мүмкін емес. Өйткені бірнеше полиция ешкімді жақындатпай қоршап тұр. Олаздай төбесіндегі шамдарын жалтыратып тағы да полиция көрініп келеді. Анау жарқ-жұрқ етіп тұрған көліктің бүйіріне криминалды полиция деп жазып қойған. Бірақ мына көліктің ішінде неге полиция формасын киген адам отыр? Көлікте ағам өліп жатқан болар. Құдай, аузыма құм менің. Не айтып кеттім өзі? Мұнда не болып жатыр? Деп сұрадым шетте тұрған формадағы жігітке жақындап. Оны қайтесіз, үйіңізге барыңыз дейді. Барғанда барам ғой, мына көлік маған таныс көлік. Деп анадайда тұрған көлікті көрсеттім. Оны қайдан танисыз? Қандай таныс? Деп сұрады. Бұл бөлім басқармасының бастығының көлігі болу керек, дедім. Өзіңіз положениеде екенсіз, үйіңізге барыңыз болды, деген полиция маған қарай қолын сілтеді. Сонан соң арнайы көліктегі дауыс күшейткіштен: құрметті тұрғындар, үйлеріңізге кіріңіздер. Сіздер полиция қызметкерлерінің жұмысына кедергі келтіріп тұрсыздар, деп 3 рет қайталады. Мына тротуардан түсіп, былай жақынырақ барып қарасам деп ойладым. Сол кезде артқы жағымнан: қалыңыз қалай, аман есен барсыз ба? Деген таныс дауыс шықты. Сөйтсе менен 2 қадам жерде 2 қолын құшағына қысқан мектеп директоры тұр. Үстінде спортивка, ішінен ақ көйлек киген. Сәлеметсіз бе ағай? Деп амандасып жөн сұрадым. Мына жерде бір келіншекті пышақтап салған, деді директор. Қандай келіншек? Деп таңғалдым. Сіз қарамай-ақ қойыңыз, үйіңізге қайта беріңіз, салқын тиіп қалады, деген директор мойнын созып көлікке қарап: о балай байғұс, деп күбірледі. Мен де жақындап барып табанды көтердім. Әлгі қымбат көліктің алдыңғы жақтан жерде ақ матамен жабылған біреу жатыр. Тұла бойым мұздап сала берді. Бірақ ағама қатысы жоқ көлік екенін білгенде кәдімгідей қуанып қалдым. Ағай, мына көліктің ішінде анау полиция неғып отыр? Деп сұрадым. Сіз әлі тұрған бедіңіз? Ол көліктің ішіндегі регистраторын алып қарап жатыр. Қылмыс болғанда көлік осында тұрған. Қылмыскер әлде қашан қолға түсті, дейді директор. Бәсе, маған қатысы жоқ болса болғаны, деп үйге зыттым. Кірдімде қомпаңдап алып кешкі астың қамын қарадым. Сөйтіп жүргенде қосылу теледидардан жаңалықтар айта бастады. Мен оны үнемі қосып қоямын. Өйткені жалғыз өзім болған соң қорқамын. Бүгін пәлендеген көшедегі түгендей тұрғын үй көшені ауласында аса қайғылы жағдай орын алды, дейді. Қолымдағы пышақты тастай салып жетіп барып, телевизорға үңілдім. 30 жастағы М деген келіншек қылмыскер қолынан аса қатыгездікпен қаза тапты. Кейбір деректерге қарағанда, марқұм қылмыскермен ресми некеде болған, бір баласы бар. Айта кететін жайт, қылмыскер бұрында адам өлтіргені үшін сотталған. Полиция қызметкерлері оны ізін суытпай тұтқындап, уақытша ұстау изоляторына жеткізді. Ол қазір тергеушілерге түсініктеме беруде. Оның мұндай қылмысқа не үшін барғаны қазірше түсініксіз. Оқиға орнында криминалды полиция жұмыс істеп жатыр, дейді. Сол аралықта 2 қолын артына қайырып, жерде жатқан жігіттің суреті жүгіріп өтті. Онан тергеу уақытысында отырған суреті шықты. Таныдым, мен оны жақсы таныдым. Бұл менің құрдасым ғой. Көңіл күйім құлазыған күйі төсекке құладым. Жасап жатқан тамағым жайына қалды. Құрсын, менің ағам ақылды, сабырлы жігіт екен ғой өзі. Пышақтау түгі бір шапалақ ұрмады ғой. Әрине, ақылды еркек арсыз қатынды ұрып қолын былғап отырмайды. Бірақ еркектің бәрі бірдей емес. Мына құрдасым сияқтылар көп. Ашуға булығып, көзіне жас үйіріліп отырған еді. Сабыр сақтай алмағаны ғой сорлы. Неге менің ағама ұқсап кете салмайды екен? Басқа қызға үйленіп, бақытты болуға тырыспады ма екен? Ол неге мұндай жолды таңдады екен? Иә, өзі айтты. Ол Маржанды қатты жақсы көреді. Маржансыз алдағы өмірін елестете алмады. Махаббат деген ұлы күш. Сол құрдасыма махаббатсыз дүние боқ көрінді.
Соңында маған жоқ қатын саған да жоқ деп сойып салды. Ал енді сол түні Маржанның оқиғасы Инстаграмнан да жарқ етіп шулап жатты. Қазақстан қақ жарылып қырыла бастады. Бірі Маржанды кінәлады, бірі құрдасынды кінәлады. Бірі ондай жауызды өмір басына бас бостандығынан айыру керек десе, тағы бірі ондай жауызды түрмеге жауып, біз неге бағуымыз керек, онан да дарғасып өлтіру керек деп жатты. Әлде біреулер оны біреудің жалғыз баласы екенін жазды. Әдемі марқұм Маржан жайлы жазғандар да көп болды. Қазіргі полиция полковнигі пәленкестің отбасын бұзған қыз деп сөкті. Ақшалы еркек көрсе арын сататын қыз ғой, оның несін өлтіріп, өз өмірінің құртты екен, деп жазды. Ол қыз қатын болуға не стойт, деді тағы біреулер. Әйтеуір Инстаграмда аласапыран комментарийлер қаптады. Парақшасын ақтарып шықтым. Жартылай жалаңаш түскен суреттері көп екен. Кафе, ресторан қалдырмаған сияқты. Қазақстанды қойып шетелдерге дейін барған. Астында аузының суы құрып, біраз еркектер пікір қалдырған. Бұл қыз Чайка, анандай қыз ғой, деп те бірнешеу жазған. Оның астына тағы біреу, киген киімнен де көрініп тұр ғой, қазақтың қызы жүрісі ұят деп жазған. Құдай-ай, мен басындағыны айтайын, адамның аласы ішінде деген. Ұзын көйлек киіп, орамал байлап жүріп ақ жасадым ғой мен. Киген киімі ештеңе қарамайды, тек жартылай жалаңаш киімің еркектің ойын бұзады. Әйтпесе ұзын көйлек, келте көйлек екеуінің де астарында бір ғана нәрсе емес пе? Сол нәрсеңе ие бола алмасаң, құрыған жерің. Әрісі отбасыңды бұзасың, берісі Маржанның кебін киесің. Балапан жетім қалды. Деген келіншектің өлімі жайлы тың деректер, деп тағы да шықты. Баяғы сол бір пікірлер, еркектер жағы дұрыс қылған, ондай қатынды өлтіру керек десе, қатындар жағы қарғап сілеп сиіп тышқан. Басынан бастап оқып отырмын. Бұл жігіттің босанайын деп отырған әйелі бар ғой, бірге тамақ ішкендерін көрдім, деп біреу жазған. Осы пікірді оқып шалқамнан түстім. Ішім бүріп, ауырып, құсқым келді. Мұны ағам естісе не болады? Телефонды жаптым да аңырсып шалқая бердім. Жоқ, олай емес. Мен оның әйелі емеспін, ол өтірік деймін. Бірақ тамақ ішкенім өтірік емес қой. Соны көрген біреу жазып отыр. Менің арым таза, ақымақ ондай сөз жазба, деп күбірледім. Шынымды айтсам, полиция шақырып сұрақ жауап жасайма деп қатты қорықтым. Болмайды бұлай, ішім ауырып шыдамай барам. Бірақ амалым жоқ. Қабырғаға асылған сағатқа қарадым. Түнгі уақыт 3-ке таяған. Ішім бүріп шыдатар емес. Шарасыз күйдемін. Аға, деп тұтқаны көтердім. Иә, деді. Менде толғақ басталған сияқты, дедім. Мамыр деп едің ғой, дейді. Осыны естігенде аузыма құм құйылып тұтқаны тастай салдым. Өйткені мен қатты ойлана бастадым. Жаным көзімнің ұшына көрініп жатса да, ойлануға мәжбүр болдым. Өткен жылға қаншама көз жүгіртсем де, миыма ештеңе қонар емес. Ойбай, несіне қоңырау соқты екен онда да. Жедел жәрдемді өзім шақырсам болмай ма? Себебі баланың күні толған болса, онда бұл бала ағамнан емес. Соңғы 3 айда әрі-бері жүріп, доктормен де хабарымды үзгенмін. Анам қайтқан соң деймін. Онан да алдында хабарсыз кеткен едім. Белгісіз номер қоңырау соқса, бұрынғы байым деп көтермейтінмін. Оның үстіне бұрын соңды туып көріппін бе? Сол байыммен соңғы күндер ғана азнаулақ сөйлесіп бастағам. Бірақ ол не білет? Ол менімен төсекте жатқанды ғана біледі. Ваннаға барып астыма қарадым да, бұл анық толғақ. Ертеме кешпе әйтеуір толғақ. Талтайып жүріп қайтып келсем, телефонымның жарығы жалтырап жатыр екен. Шалқайып отырып қолыма алсам ағам екен. Ау аға, деді мыңырсып. Қазір жедел жәрдем барады, қай больницаға апарғандарын сұрап маған жаз, дейді. Роддомға апаратын шығар, дедім. Қалада роддом көп қой, қай роддомға апарат, соны айтсаң болды, дейді. Иә, айтам аға, жазам, дедім. Шыда, сабыр сақта, адамнан адам шығу оңай емес, бәрі жақсы болады, деп ананы мынаны айтып алдап сыратып жатыр. Жаман сөз айтпайды. Айтқандары тек жақсы сөздер. Жаным кәдімгідей жұбанып қалды. Кешір аға, кешіріңіз, менде бейбақта. Балаңыз үшін қолыңнан келгенді жасап жатырсыз. Бірақ бала сізден емес аға, деймін іштей күбірлеп. Осылайша арадан 10 минут өтпеді. Есік алдына төбесі жарқылдап, жедел жәрдем келіп тоқтады. Онан бірер минутта күбірлесіп, пәтерге жетті. Алайда ештеңе сұрамады да,
екі жағынан қолтықтап төменге түсіріп алды да кетті. Қай жаққа барамыз деп сұрадым. Қалалық екінші емханаға деп жауап берді. Аға, мені қалалық екінші емханаға апара жатыр деп жаздым. Ағам оқыды, бірақ жауап бермеді. Сөйтіп отырғанда емханаға жеттік. Каталкаға салып алып ішке кіргізді. Ұзын коридорда екі қыз итеріп бара жатыр. Онан тағы бір үлкендеу әйел жетті. Оның соңынан тағы біреулер келді. Қысқасы алтын жұмыртқа туатын тауықтай күтініп жүгіріп жүр. Бұл деген ағамның бір қоңырауының құдіреті еді. Сонан соң білмеймін, таң қылаң бере құшағыма шырылдаған баланы әкеліп берді. Шекесі торсықтай ұлтудым. Аяқ қолын бөгіп жыбырлатып тыңбай жатыр. Ұйықтап кетпеңіз, деді бір апай. Көзім ілініп барады екен. Кешеден бері ұйықтамаған едім, дедім. Сіңлім шыда, бұл жерде ұйықтауға болмайды, деп ескертті апа. Бала ұйықтап жатқанда мен де ұйықтап алсам деймін. Болмайды сіңлім, деген апайым келіп маңдайымды сүртіп отырды. Арғы жақтан, қадағалаңыз, номері бірдің бірдеңкесі, деп сыбырлады бір келіншек. Сонан соң әлгі апа менің ұйықтатпады. Қайта-қайта маңдайымды сүртіп, ананы-мынаны сұрап отырды. Апа, бұл менің 13 жыл күткен балам, дедім. Сіңлім, ауырмай сырқамай бір мүшелде босанған болсаң, ендеше шілдеге түскен екенсің. Құдай өмірін берсін, дей келе, күйеуің кім болып істейді, деп сыбырлап сұрады. Облыста басқарма бастығы, дедім. Апа мұны түсінбеді шамасы. Бәсе, өзімде бір бастық па деп қалдым ғой. Нөмерді бірден қайта-қайта хабарлап келіп, бәрі жүгіріп жатыр, дейді. Сөйтсем, нөмері бір деп осы емхананың бас дәрігерін айтады екен. Бұл АВС деп кете беретін бірнеше корпустан тұратын үлкен емхана. Мұнда емхананың бас дәрігері болу үшін ана жақтан көкең болу керек. Астана деген жемқор қалада біреуің болу керек. Дегенмен несін жамандайын. Менің алдымда бейшаралар зыр жүгірді. Ең бірінші ағамнан қоңырау күткен едім. Ол кісі қоңырау соқпады, тіпті жазбады. Бір ауыз құттықтамады. Ал үйдегі інім мен келінім жеңгеме айтуға тағы да қорықтым. Бауы берік болсын, бірақ кімнен тудың десе не деймін? Олар менің бұрынғы байыммен әлі де араласады, барыс келіс жасап тұрады. Оның анам қайтқанда келгені сол, әйтпесе мен оның анасының жаназасына барғаным жоқ еді. Өйткені олар оны жақсы көреді. Несін айта берейін? Шынымен де ол өте жақсы жігіт. Мұнда жатып менің түсінбегенім, қашан туады деп көтімді аңдаған ағамның хабарсыз кеткені болды. Әлде мыналар менен жасырын қан алып, бәрін тексеріп тастаған ба? Біздегі бастықтардың түрлері жаман. Бұлар өз мүдделері үшін бәрін істейді. Тіпті бірін-бірін сатып немесе атып кетуге де дайын. Билік пен ақша жүрген жерде осындай нәрсе болады. Өзіңді өзің 3 рет атып өлуің де ықтимал. Баланы қалай жазамыз? Деп сұрады қолына қалам ұстаған келіншек келіп. Сасқанымнан, не дейсің, түсінбедім деппін. Осы жерде басқа келіншектер болса, мен сияқты саспас еді. Менің аяғым ақсақ қой. Сонда менен, не кедесіз бе деп сұраған келіншек, аты жөніңізді айтасыз ба? Мына жерге жас көрсетейін, деп қайталады. Сіңлім, мен қатты шаршап отырмын. Сөйлейтіндей шамам жоқ. Мүмкін болса жарты сағаттан кейін келші, сол кезде айтамын, дедім. Жарайды деп орнынан тұрған қыз келесі босанған келіншекке барды. Сонан соң, менің байым жоқ, некедесің бе деп сұрамай-ақ қой, мен воздухтан таптым, деп күліп алған келіншектің атыма жаздырам деген сөзін естідім. Әрі қарай ол өзінің семьясы бар деп сыбырлап жатты. Сіңлім, бері кел, баламды өзінің атыма жазып бере сал, дедім мен де. Иә, тәте, бұл жай ғана бізден берілетін справка. Бұл сіздің мына баланың анасы екеніңізді білдіретін құжат. Ал кімнің атына жазасыз, оны сіз өзіңіз білесіз. Шыққанда ХКК орнына барып метрке дейміз ғой, сондай құжат аласыз. Сол кезде баланым кімнің атына жаздырғыңыз келсе, соған жаздырасыз, деп есікке беттеді. Әрине сіңлім, баламды өз атыма жаздырамын. Мен мұны ешкімге бермеймін, деп құндақта жатқан баламды құшағыма қыса бердім. Сонда маған бұрылып бір қараған қыз шығып кете барды. Құдайдың маған бере салғаны осы. Кеудемі басып искеп қоям. Мен сені 13 жыл күттім ғой, томпиғаным менің. Балаң бауыр етің деген рас екен. Көзін аша алмайды, ұйқыны сойып жатыр.
Тіпті тыныс алғанды да білмейді. Кімнен тусам сонан тудым. Бұл менің балам, менің жатырымнан шыққан. Ағам ба, бұрынғы байым ба, келе берсін, қызық емес, баламды мені өлтіріп барап алады. Сол жерде қолыны менің, жүрегімнің бөлбелшегі. Мен сені ешкімге жәутеңдетпей өзім бағам, деп күбірлеп жатып, ұйықтап кетіппін. Қанша жаттым білмеймін. Абыр-сабырға көзімді ашсам, орта жастағы ақ халатты әйел менен екі медбике құшағымдағы баланы тартқылап жатыр. Темеңдер балама, деп айқайлап жібердім. Әлгі кекірейіп тұрған врач ерні жыбырлап бірдеңелерді айтып жатыр. Жоқ алыңдар, көзіме көрмеңдер, деп баламды құшақтап жатып алдым. Әйел дәрігер маңдайымнан сипағандай болды. Бермеймін сендерге, олай әуре болмаңдар, деп жылап жатып әрең айттым. Жүгіріп келген бір медбике қолымды тартып, қан қысымды өлшеп жатты. Сонан соң 130-да 110 деді жай ғана. Ал бір қолмен басынан сипаған дәрігер әлде күнге сыбырлап жатты. Сонда ғана мен оның сөзін түсіне бастадым. Историясына қарадыңдар ма? Бұрын давлениесі болған ба? Деп сұрап жатыр. Онысына кім не деген білмеймін. Ана жақта ұйықтатып алмадыңдар ма? Кеше кімнің дежурствосы еді? Деп сұрады. Сонан соң менің жанымдағы үстелге отырды. Қолымнан ұстап, тамырымнан тың-тыңдаған болды. Оның құлағына бірдеңе киіп, кеуде тұсыма суық бірдеңе салды. Сол кезде бір медбике қолын созып, құндақта жатқан баламды көтере берді. Ой, оңбаған сұмырайлар, мынау мені алдаусыраған болып, анау қатын баламды ұрлап бара жатыр. Әй қыншық, менің баламды қайта апарасың, таста, деп айқайлап жұлқына бердім. Осыны күткендей 3 медбике бас салып, аяқ қолымды ұстады. Мына қаншық қолын тістеп жұлып алмасам ба? Аузымды ашып арс еттім. Әлде біреу бетіме жаялық басқандай болды. Сол сәтте айналамның бәрі қараңғы тартып бара берді. Ал баламды құшақтап алған ақ халатты жалмауыз есіктен шығып бара жатты. Мен сонда ұрлап кетті. Мыналар баламды ұрлап тартып алды, деп сыбырлап қара нүктеге кіріп бара жаттым. Әңгіменің жалғасы келесі бөлімде. Құрметті тыңдарман, менің арныма тіркеле кетіңіз. Сәлеметсіздер ме? Әңгіменің жалғасы арнаға жазып қойыңыздар. Көзімді ашсам айналам жап-жарық. Бір бөлмеде жалғыз өзім жатырмын. Бас жағымнан біреудің тыныс алғаны естілді. Иегімді көтеріп жоғары қарадым. Ояндыңыз ба? Деп жақындаған медбике қыз бір қолмен маңдайымдан сипап, екінші қолмен қабырға тұрған тетікшені басты. Сонан соң қолымның тамырын ұстап, үстіндегі жамылғымен қамтап жапты. Сол аралықта ақ халатты 3 дәрігер қатар кіріп, маған жақындады. Бірі қан қысымды өлшесе, екіншісі маңдайымды сипап жатыр. Сонда ғана баламның жоқ екені есіме түсіп, менің балам қайда? Баламды әкеліп беріңдер, деп басымды көтермекші болдым. Сіз әуелі күш жинап алыңыз. Балаңыз осы жерде, біз оны ешкімге бермейміз. Ол сіздің балаңыз, сіңлім, деді үлкендеу әйел дәрігер. Бұл апайдың даусы сондай жағымды екен, жүрегім елжіреп сала берді. Бетіне күлімсіреп қараған апай маған жақындай түсіп, саусағымен қабағымды көтеріп, екі көзіме қарады. Сонан соң кең кереуетте шетіне отыра кетіп, сөйлей бастады. Балаңның денесі сарғыш тартып тұр. Оған қосымша ем-дом қажет. Бірақ бұл соңғы жылдарға ғана қалыпты жағдай. Сен оған ешқандай алаңдама. Қазіргі босанған келіншектердің тең жартысының баласында осындай құбылыс байқалуда. Сол үшін баланы оқшаулап, сені мына VIP палатаға келдік. Бұл жерде барлық жағдай бар. Алаңдамай жата бер, деді. Сарғыш дейсіз бе, дәрігер? Ол не деген сонда? Сосын мен баламды көтеріп тұрам ба? Деп сұрадым. Әрине, сіңлім, көріп тұрасың. Баланы анасынан Құдай айырмаса, біз айыра алмаймыз. Ешқандай жаман ой ойлаушы болма. Ол үшін мына қыздарға ұрсып керек жоқ. Бұлар балаңның қарны ашқанда әкеліп емізет. Бірақ қарны тойғанда қайта алып кетет. Сен айқай шығармай беруің керек, деді. Мақұл апай, мақұл, деппін көзім жыпылықтап. Мен осы жердің бас акушерімін, менің есімім бар, деп күлді дәрігер. Сөйтті де кеудесіндегі 4 бұрышты жетонды көрсетті. Онысын оқып үлгермей қалдым. Сол аралықта бір қызға қарап иегін көтерді. Зырылдап кеткен қыз бірер секундта құндақтаулы баламды әкеліп құшағыма салды. Маңдайынан иіскеп жатырмын. Міне, солдат аман сау келді. Көз тимесін, қарап ал сіңлім, өзіңнің балаң ғой, деп қалжыңға басқан дәрігер әлгі сөзді тағы да қайталады.
Мына солдаттың қарны тойғанда қыздар алып кетеді. Сен қарсылық көрсетпе сіңлім. Айтқандай, бүгін қай күн? Деп айналасына қарады. Бүгін сәрсенбі, деді бір қыз. Сонда маған бұрылып, алла қалап бәрі жақсы болса дүйсенбі күні шығасыз. Мырзаңызға солай айттық, деп есікке беттеді. Оның соңынан қалғандары ерді. Сонан соң өз ара сыбырласып кете барды. Менің жанында қалған бағанағы медбике қыз есікті жауып келіп, балаңызды емізіңіз деді. Сонда ғана есіме түсті. Емшегімді шығарып аузына тостым. Балам жұтқыншақтап, иітініп алып еме бастады. Оның емгенін көрген қыз қызықтап қарап отыр. Арадан бірер минут өткенде қолын созып, қабырғадағы тетікшені 2-3 рет басып қалды. Сол сәтте палатаға кірген дәрігер апай баламды алып кете барды. Тағы да жас қыз екеуміз қалдық. Теледидар көресіз бе? Дейді қыз. Жоқ, көрмеймін дедім. Ыстық сорпа ішесіз бе? Деп сұрады. Жоқ, ішпеймін дедім. Сонан соң екеуміз таныса бастадық. Мен жатырмын, ол кереуетінің шетінде отыр. Бір нәрсені басып еді, бас жағым көтеріле берді. Бағана бір жерге барып едім, бірақ тамақ ішпей қайттым, дейді. Қарның аш болса ішіп ал десем, болмайды, сіз ішпесеңіз менің ішуіме құқым жоқ, дейді. Ол не деген? Сонда сен тамақты сұрап ішесің бе? Дедім таң қалып. Жоқ, олай емес, сіз мені түсінбеген сияқтысыз. Мен сізге айтайын, мына палата тәулігіне 50 мың тұрады. Мұнда мен деген байлардың қатындары жатады. Бұл жерде барлық нәрсе бар. Музыка тыңдасаңыз да болады. Сонан соң бір палатаға бір медбике, бір санитар беріледі. Осы жерде тағы бір апа бар, қазір келеді. Сол апа екеуміз ертең сағат 2-ге дейін осында боламыз. Сізге қараймыз, дейді. Ол кездегі 50 мың теңгең $150 болатын. Бұл деген менің ағамның күші ғой. Онан басқа кім болсын? Ендеше мен тамақ ішейін, сен де ішесің. Екеуміз бірге ішеміз, дедім. Жарайды деген қыз ұшып тұрып, тоңазытқышқа жүгірді. Ішінен тамақ шығарып, микроволновкаға тықты. Онан шайнекке шай қойды. Жүгіріп жүріп сорпа қыздырып әкелді. Ал сіңлім, ішіп ала ғой, дедім. Есікті іліп келген қыз үрлеп сорпадан ішіп бастады. Менің соңымнан біреулер келді ме? Деп сұрадым. Келмеген сияқты, передача болған жоқ, дейді. Ендеше мына тамақты кім әкелді, дедім. Бұл осы жердегі виптер үшін арнайы пісірілетін тамақ, дейді. Бәсе, маған кім келсін? Менің босанып жатқанымда ешкімді білмейді ғой. Айтқандай, менің телефоным қайда? Әперш, деп сұрадым. Әне, деген қыз жетіп барып әкеп берді. Алып қарасам, ауылдағы жеңешем бірнеше рет қоңырау соққан. Оған сіңлім мен келім де соққан. WhatsApp-қа кірсем, құттықтап тастапты. Бұларға кім айтқан? Қайдан есткен? Деп таңғалдым. WhatsApp-та ашқанымды көрсе керек, жеңешем шықты. Әй қыз, аман есен босаныпсың, бауы берік болсын, дейді. Алғысымды жаудырып, рахметімді айттым. Білмеймін, бірінен бірі естіген бе, үшеуі де бірінен кейін бірі қоңырау соқты. Оның арасында бұрынғы күйеуім жазып жатты. Ол қайдан естіді деймін. Жеңеше, сізге мұны кім айтты? Деп сұрадым. Ана кісі айтты, дейді. Сонда ғана менің ағамның хабарлаған түсіндім. Қалай ол? Ағам мені әлі де үмітін үзбеген бе? Әйтпесе талай ажырасқандарды көрдік. Бет жыртысып, бірін көрмей кетіп жатқан жоқ па? Ағамның өзі жедел жәрдем шақырып, ағайын туысыма хабарлап жүр. Әлде бала үстінде өліп кетсе басым бәлеге қалар деп қорықтым екен. Не болса да сол күні қуанып жаттым. Аллай, мына баланы ағамнан жарады көрш. Құшағыма бергенде бетіне қайта-қайта өңіліп қараймын. Әрине, балапаннан ағамның болмысын көргім келеді. Бірақ бір күндік балада қайдағы ұқсастық болсын. Жұдырығын түйіп алып тастай қатып ұйықтап жатыр. Келесі бір әкеліп қарнын тойдырғанда алып кетпекші болған әлгі медбикеден қайда апарып келіп жүрсіңдер, деп сұрадым. Ана жақтағы бөлмеге, сіз алаңдамай жата беріңіз, дейді. Бәлем, таптым, мен таптым. Бұлар менің баламнан қан алып, ДНК тексеріп жүр. Өзін бип палатаға апарып алдастырыңдар деген шығар. Ағамда қызық екен, оның несін жасырып жүр. Елді шулатпай екеуміз ғана тапсыратын едік қой. Өз аузымен де дәл солай айтпап еді. Сөйте тұра мана больницаны аяғына көтеріп неғып жүр. Сіңлім, ДНК алып жүрген болсаңдар ашып айта беріңдер, деп дүңк еткіздім. Не дейсіз? Мен сізді түсінбедім, деген қызды көзі аларып кетті. Сен қыз маған көзіңді алартпа, аузыңды басып алдама. Сендер менің баламды алып, мутит етіп жүрсіңдер. Егер бірдеңе болса, мен сендерді сотқа берем, деп айтып салдым.
Жоқ тәте, деп бетіме үңілген қыз маңдайыма алақанын қойып тұрып түтікшені басып үлгерді. Сонан соң 1 минутқа жетпей бағанағы акушер кірді. Оның жанындағы бір еркек пен әйел кісі болды. Анау қыз алдына шығып бірдеңе деп баяндап жатты. Сіңлім, қалың қалай? Деп сұрады дәрігер. Жақсымын, бірақ маған балам керек дедім. Әлдекімге әкел баланы деп бұйрық берді. Сол сәтте зып беріп, есіктен шыққан біреу тәпішкесін тарсылдатып коридорда жүгіріп бара жатты. Дәрігер апай маған бұрылды. Қазір баланы әкеледі, бірақ 1 минуттан кейін қайтып әкетеді. Тып-тыныш жат. Сіңлім, біз бала жейтін адамдар емеспіз, біз дәрігерлерміз, деп кереуеттің бұрышына отыра кетіп, мынаны оқышы кәне, деп кеудесіндегі жетонды тағы да көрсетті. Оқыдым дедім. Жоқ, дауыстап қаттырақ оқы деді. Айтқандай оқып шығып қайталадым. Енді тағы 1 рет ішіңнен оқы деді. Оқыдым дедім. Ендеше оқығанды қайталап маған айтып бер, деп кеудесіндегі жетонды алақанмен баса салды. Мен ол кісінің есімін ғана айттым, фамилиясынан шатастым. Сосын қалалық 2-ші емханада дегені есіме түсті, соны айттым. Тайжанованы шақырыңыздар, тез келсін, деп бұйрық берді. Тағы біреуі тарсылдатып жүгіріп кетті. Сол аралықта құндақтаулы баламды әкелді. Міне балаң сіңлім, ешқандай қам жеме дедім ғой. Мына бала интенсивті терапияда ем алып жатқан, ондаған баланың бірі. Оларға азын-аулық ем-дом қажет. Оларға палатада қалуға болмайды. Интенсивті терапия деген сіңлім, ол вакуум, деп барып тоқтады. Сол аралықта Тайжанова келе жатыр, деп біреу сыбырлады. Акушер дәрігер кейін шегіне берді. Оның орнына отырған Тайжановасы, жасың қаншада, айың, туған жылың, мамандығың, деп сұрақ қойып бастады. Оның білмейтін аурумын ба, айтып бердім. Онан басқа тағы да бірнеше сұрақтар қойды. Бәріне мүдірмей жауап бердім. Сонда қабағымды көтеріп болда қарады. Онан үстіндегі жапқышымды ашып, барлық жерімді қарап шығып, ешқандай ауытқу немесе гематома жоқ, деп әлгі акушерге сыбырлады. Да, деп иығын қысқан акушер дәрігер анау қызға жабысты. Мен мына жақта баламды құшақтап, теріс қарап тыңдап жатырмын. Маған баламды әкеліп беріңдер. Сендер оны маған айтпай, ДНК-ға апарып жүрсіңдер, деп 2 рет айтты, деді қыз. Сонда ғана Тайжанова дегені: Понятно, тогда у нее семейная проблема. Вы можете выйти, деп сыбырлады. Олар шығып кеткен, маған жақындады. Сіңлім, менімен сөйлесуге құлқыңыз бар ма, деп сұрады. Білмеймін, деп мүңкірледім. Сіз қорықпаңыз, маған сенетін болсаңыз айта беріңіз, мен сізге көмектескім келеді, дейді. Соңғы жылдарда басынан өткеннің бәрін айттым. Енемнің қуып жібергенін, балам болмай 13 жыл жүргенімді, 2-ші байға ашумен тигенімді, бірақ оны сүйе алмағанымды, бәрін айттым. Жарайды сіңлім, измена жасапсыз, деп айтпай-ақ қояйын. Жағдай солай мәжбүрлеген болар. 13 жыл құрсақ көтермеу әрине қиын, мен ондайды түсінем. Ал енді сізге айтар ақылым, ол үшін сіз ешқандай қорықпаңыз. Сіздің рұқсатыңыз, сіз ешкім ДНК ала алмайды, және де кеше туған нәрестеден ДНК алса сотталады. Ол жағынан сізді заң қорғайды. Менің түсінігімше, басқа жігітпен араласты деп күйеуіңіз күмән келтіріп тұр ғой, солай ма, деп сұрады. Дәл солай, апай, бірақ бізде күмән емес, ол мені ұстап алды. Енді баланы ДНК тапсырып анықтаймыз деп жүр, дедім. Сізге тағы да айтамын, соттың үкімінсіз ешкім ДНК ала алмайды, әрине сіз оған қарсы болсаңыз, дейді. Мен оған қарсы емеспін, бірақ ол үлкен бастық адам ДНК-ның нәтижесін бұрмалап жіберу мүмкін, дедім. Жоқ сіңлім, заң бәрімізге ортақ, сен оны бастық деп қорықпа, алайда соңғы айтарым былай болсын. Некеден тысқа жолама, таңдау керек болса, әуелі некеден шығып, сонан соң таңдау жасауын керек. Кеше ғана осы қалада сұмдық жағдай болды. Бір баласы бар, өрімді келіншекті пәтерінің алдында байы бауыздап тастады. Енді сол жігітті өмір бойына бас бостандығынан айырады деп жатыр. Ол өзі біреудің жалғыз ұлы екен. Сенің бастық дегенің кім болса да, ақылды азамат. Еркекті олай таптауға болмайды. Еркектің киесі болады, сіңлім. Бұл менің ақылым болсын. ДНК деп мыналарды шошытпа. Бұл істегенің саған ешқашан жақсылық әкелмейді. Қайта соңынан өсегі артып кетесің, деп басына сипады. Осыдан кейін мен де бейбақтың беті бері қарады.
Өйткені телефонымды алып интернетке кірдім. Иә, сарғыш түспен толып жатқан нәрестелер өте көп екен. Оларды ерекше қарауға алып, қадағалап, апта жатқызып жібереді екен. Себебі сары түс гепатиттің нышаны дейді. Алайда гепатит емес, бұл соңғы жылдардағы қауіпсіз құбылыс деп жазыпты. Ал енді сол күні кешке баламды құшақтап жаттым. Күн сайын құшағыма көбірек беретін болды. Сөйтіп жүргенде ертең шығамыз дейді. Сол кезде ғана ойлана бастадым. Мен мына жерден шығып қайда барамын? Ауылға ма, әлде ағамның үйіне ме? Айтқандай, ағам қашан ДНК тапсырамыз деп айтады екен. Егер де мен оған рұқсат бермесем, болады емес пе? Заң қорғамай ма мені? Әлгі психологтар солай айтқан жоқ па? Не десем екен? Не істесем болады екен? Ағама жап сұрауға ұялып отырмын. Өзі жазбаса мен тудым деп өзім жазайын ба? Құтты болсын, бірақ кімнен тудың десе не деймін? Ал енді ертесіне мені біраз медбикелер аулаға шығарды. Керек десеңіз, кешегі бас акушерде төбе көрсетті. Байғұстар көрімдік сұрап, бір байып қаламыз деп ойласа керек. Такси шақырып бересіз бе деп сыбырладым. Сонда сізді ешкім күтіп алмай ма? Дейді көзі бақырайып. Солай болып тұр сіңлім, деп баламның бетіне қарадым. Сіз виптен шыққанға дәу қара көліктер келеме десем, деп бір күліп барып сап дейілді. Қызық екен, соншама шұбырып есік алдына шыққандарын қайтейін. Қорған сыртындағы таксиге бір қызғана шығарып салды. Сіңлім, үлкен рахмет, мен саған сияқыңды салып жіберем, деп номерін жазып алдым да таксиге отырдым. Ақжол тәте, аман есен жетіп алыңыз, деп қала берді. Менің мынандай күйде жалғыз өзім баламды құшақтап роддомнан шыққаныма сол таксист те таң қалды. Сізді күтіп алатын ешкімің жоқ па? Дейді. Жоқ деп қоя салсам, күйеуіңіз жоқ па? Туған туыстарыңыз жоқ па? Қалай ол? Бір адам келмеген? Деп қайта сұрап барады. Ол жағында сіздің шатағыңыз болмасын. Мен үйге апарып, ақшаңызды алып кетсеңіз болды, деп қаттырақ айттым. Дұрыс қарындас, дұрыс, артық сұрақ қойған болсам кешіріңіз, деген таксист маған қайтып сөйлемеді. Ал үйге жеткенде айналамның бәрін қара түнек басқандай күй кештім. Себебі кәмпит шашып шулап жатқан ешкім жоқ. Қу басым мен құндақтаулы балам ғана бар. Қайран-ай, менің анашым, тым болмағанда сен тірі болғаныңда ғой. Ұшып жетер едің. Бауыр дегендер өз алдына отбасылы болған соң қалады екен ғой. Әрине ауылға барсам, алдымнан шығар ет. Мына қалаға келмейді ғой. Өйткені олар мына үйді менің үйім емес екенін білет. Бесік керек, анау керек, мынау керек деп интернеттен қарап шықтым. Маматайым деген бір бар екен. Сонан нөмерін алып баламды емізіп отырсам, телефоным шіретті. Сіздің мекен жайыңыз қандай еді? Таппай тұрмыз, дейді бір келіншек. Бірінші адресімді айтып алып, соңынан барып, сіз кімсіз? Деп сұрадым. Маған мына нәрселерді апарып бер деп жіберді, дейді. Кім берді? Қандай таксиде тұрсың? Мен терезеден қарап көрмей тұрмын, дедім. Такси емес, үлкен машина, деген қыз қазір деп қоя салды. Сөйтсем тереземнің астында бір көлік тұр. Ішінен түскен екі қыз маған қарады. Оған дейін жүргізуші жігіт шығып артынан бірдеңелерді түсіріп жатты. Құдай-ау, не жоқ десеңші. Бесіктен бастап балаға қажеттінің бәрін түсірді. Сонан соң зыпылдап алып, үшеуі бірдей жүгіріп жүріп үйіме кіргізіп берді. Ағайларың қайда? Деп сұрадым баламның бетіне үңілген қыздан. Ағай Францияға кетті ғой, сізге айтпады ма не? Дейді. Анау Бастилияны алған күнге орай дей ме? Тәжірибе алмасат дей ме? Әйтеуір жас қыз бірдеңелерді айтып кете барды. Бастилия деген қайғылы, деп миым ашып мен қалдым. Әлде Бастилия деген адам ба деймін. Бәсе, ағам қалада болмаған екен ғой. Әйтпесе өзі келмесе де басқалардан жіберер ме еді? Ол кісі қалада болғанда басым салбырап жалғыз шықпас педім. Сол күні белшемнен батып біраз байып қалдым. Өйткені бүтіндей наборға тапсырыс берген екен, және де қымбатынан берген. Мынандай бөбек жасауды дегенге мыңдаған келіншектің қолы жете бермейді. Бөпенің бөлмесі бір сыпыра тойылып қалды. Мұндайдан кейін тағы да төбеңдегіге жылайсың. О, Құдайым, мына баланы ағамның баласы қылып жарата көрш, деймін. Бірақ баламның туған күні мен өткен жылы өзімше есептеген болам. Мүлдем сәйкес келмейді. Айтқандай, бұлар неге баламды бөлек ұстады?
Сары дейтіндей менің көзім сары көріп тұрғаны жоқ. Мүмкін уақытынан бұрын тудым бекен. Сол үшін баламды оқшаулаған шығар. Иә, дәл солай. Мен бейбақ шатаспадым. Дәрігерлер вакуум дегені сыбырлап айтты ғой, әлде айтпады ме? Жоқ, айтты. Тағы да интернетке зып бердім. Айттым ғой, шала туылған баланы вакуумге салып жетілдіреді екен. Қуанышым қойнына сыймай кетті. Томпиып жатқан баламды иіскеп алып, тамаққа қарадым. Ас бөлмемен ортада жүріп қайта-қайта қараймын. Бір картоп тазалап келіп тағы да қараймын. Әр келген бетін ашып қарап, иіскеп қайта кетем. Қуандым, мен шынымен де қуандым. Төбем кекке екі елі жетпей қалды. Иә, дейінші, сонан соң менің миыма бір үміт сап ете қалды. Ағам жоқта ауылдағы көңілдес күйеуімді шақырып, ДНК тапсырып көрсем бе деймін. Әрине, ағам жоқ кезде білдірмей алдын ала тапсырып, көзімді жеткізіп отырсам ше. Егер де ағамдікі болып шықса, басымды тік көтеріп, алдында сөйлемеймін бе? Ол кезде тіпті, сіз мені елдің өсегіне бола тастап кеттіңіз. Бұрынғы байым көре алмағаннан айтқан, Маскүнем адамның сөзі не ол, не өзі? Деп ақталмайын ба? Айтқандай, қашан қайтады деп еді? 10 күнге кетті деме? Осы 10 күнде бірнеше сараптама тағайындап, нәтижесін көруге болатын шығар. Әттен, есебімді бір аптаға алға жылжытсам, онан 9 ай, 9 күнді алып тастасам, мына бөбек ағамдікі болып шыға келеді. Сондағы дәрігердің вакуум дегені мен бейбаққа үміт сыйлады. Осыны ойлағанда қуанып қалам, бірақ өз есебімен қарасам, мұңая саламын. Жетер, осы жерден жетер енді. Екі еркектің қарасынан тусамды, тап мына томпиып жатқан балапан менің балам, менің. Ағамның ақшасының мөріне тап бір. Мен ол адамды сүймеймін. Бірақ ақша дегенде адамзатқа ауадан кейінгі қажет нәрсе екен. Әй, қойшы соны. Қолымды бір сілтеп телефонымды алдым да, бұрынғы байыма қоңырау соқтым. Әңгіменің соңы келесі бөлімде, ең соңғы бөлімін саламын. Менің арнама кіріп, плейлистті бассаңыздар, осы әңгімені толықтай тыңдай аласыздар, бастан аяқ. Ал сау саламатта болыңыздар. Ал құрметті тыңдармандар, әңгіменің соңына да келіп жеттік. Менің қолдап арнаға жазылып қойыңыздар. Сол күні қоңырау соққанда бұрынғы күйеуім көтермеді. Еркек қой, әрі беріде жүрген шығар деп қоя салдым. Онан кейін томпиған мен әуре болып кеттім. Ал ертесіне бұрынғымның өзі хабарласты. Ауылдасың ба деп сұрады. Иә, ауылдамын дейді. Қалаға келсең хабарлас, егер осы 3 күннің ішінде келсең, дедім. Неге 3 күн дейді? Үндемей өшіре салдым. Өйткені білем ғой, ол енді менің WhatsApp-ыма шығады. Әне көп өтпей бірдеңелерді жазып жатыр. Сөйлесе алмай тұрсың ау, ол бар ма? дейді. Ағамды сұрап тұрғанын түсіндім. Ол жоқ болған соң жазып тұрмын дедім. Әрі қарай жұмысынан сұранамын деген жігітім ертесіне қалаға келді. Қарашы, кімге ұқсайды? Деймін қалжыңдап. Үңіле түсіп, білмеймін, әлі кішкентай ғой, дейді. Бетінен иіскемейсің бе? Мен сияқты деп өзім иіскеп алам. Көзін алмай қарап біраз отырды, бірақ иіскемеді. Бұл бейшараның да күдігі бар екен ғой деймін. Бұл менің балам деп әншейін-ақ айтып жүр. Бұл өзі мені өлердей жақсы көреді. Шындығында бұған мен ғана керек шығармын. Әйтпесе неге нәрестеден шошып отыр деймін. Ал анау шетелде жүрген ағама ше. Оған бала да керек, мен де керек сияқтымын. Бірақ бала өзінікі болмаса, ол мені алмайды ғой. Соны білем. Сол үшін мынаны шақырым. Жоғарыда бірнеше рет айтқанымдай, мен мұның үмітін үзбеуім керек қой. Әттең, бақыт деген осындай болады екен. Қазанымда тамағым бар, құшағымда балам бар, төсегімде байым бар. Олай дейтінім мына үйде нәрестем екеуміз 3 күн тұрдық. Қаңырап қалған қамал сияқты болаттап қалды. Осы күні көп қыздардың бір бала туып ажырасып бақыттымын дейтіні өтірік екен. Үйіңнен кіріп шығатын еркексіз күнің бекер ғой. Мейлі, ол сенің балаңның әкесі болсын, болмасын. Ағараңдап отырса әне сол бақыт. Бақа басты еркек артық деген осы шығар. Баламды ұйықтатып қарап жатырмын. Жауырымды сипап қолын созған болды. Мәне осының өзі жарты бақыт емес пе? Тарт қолыңды, қуасың ба? Деп қағып жібердім. Жоқ, мен сені жай ғана құшақтап жатқым келеді, дейді. 2-3 күнге ағам келеді, соған дейін жанында болсын, дедім. Шақырғанның себебі сол,
Онан басқа ештеме де жоқ дедім. Өйткені ДНК жайлы айта алмадым. Нақтырақ айтсам айтуға қорықтым. Егер баласы болмай шықса, бұл да басқа қатынға үйленіп кетсе қайтемін. Ал мына балаға шошына қарап отырғаны, әрине, мұның да күдігі бар. Мен ағамен 2 жылдан көп тұрған қатынмын. Осылайша менің кесірінен 2 еркектің басы қатты. Онан өзімнің басымның қатқаны ол бір төбе әңгіме. Сенің есіңде ме? Былтыр тамыздың аяғында ағам жұмыс деп ауданға шауып жүргенде екеуміз көп кездестік. Соның нақты күндерін білесің бе? Деп сұрадым. Білмеймін ғой жаным, сен дегенде есім ауып ұша беретін рас енді, дейді. Оған көп етпей, оны неге сұрадың дейді. Жай сұрағым келген деп қоя салсам, бұл басын көтеріп атып тұрып, жан, сол тамыздың бері қарай 9 ай шыға келген екен ғой, иә, дейді. Осылайша бұрынғы баймен ашықтан ашық сөйлесіп жатырмыз. Сонымен маған бұл екеуінің қайсысы бай, қайсысы көңілдес болды деймін. Бәлкім бұрын некеде болмаған бөтен еркек болғанында мұндай күйде болмас бедім. Мұндаған тіпті алаңдаған да жоқ. Тек ауыл арасында абыройдан айырылдым демесем, басқа да неңеде өзгерген жоқ. Сағындым жаным, деп қапсыра құшақтап жатты. Мойныма жеткен ыстық демі жанымды шарпып барады. Тап осылай жат, қозғалма дедім. Иә жаным, жай ғана мен сені құшақтап жатсам болды дейді. Онан әріге үміттенбе, босқа өре боласың деймін. Тым болмаса басқаша болсыншы. Әрең жатырмын дейді. Кет құры болмайды, деп итеріп тастадым. Бұрын болып жүрді ғой, деп өліп барады. Кума, ол бұрын ет, қазір бала емізіп жүрмін, ондайды ұмыт, деп аяғымен тепкілеп итеріп тастадым. Еркек деген осы ғой, оларға керегі бір ғана нәрсе. Сорлылардың бастары істемей қалатыны рас. Ертең 1-2 палчандармен отырамыз, жазып жатыр, деп қояды. Ол ненің құрметіне десем, ертең 9 мамыр жеңіс күні екен. Айтқандай, баламның аты қойылған жоқ, кім деп қоям? Ойланып басым қатты. Ол менің ағамның аузына қараған түрім ғой, сол кісі кім деп қойса өзі білет. Бірақ бұл бала соның баласы болса ғана. Ал мына байым сабыр деп қоям дегенді айтқан. Әрине, ол сенің балаң болса қоясын дедім. Ол кезде 4 құбылам теңескенге қалжың шыны аралас осы сөзді айтып едім. Өйткені уақыт өте ана былығым, уақыт өте келе саябырсып басылғандай болған. Елдің менен басқа айтатын өсегі жоқ па? Уақыт өткен сайын сол ауыл мен жайлы ұмытып бара берді. Бірақ бұл ешқашан ұмытылмайтын нәрсе екен. Қит етсең елдің есіне түсіп отырасың. Айтайын дегенім, артым ашылғанда қаулаған өсек қалаға кеткенде басылып тым тұрыс болды. Онан балал болғанда тағы дүрлікті. Оларға да айтатындары бала кімдігі болып жатқан шығар. Олар түге мына баланың кімнен екенін өзім білмей отырмын. Бірақ онан бері 10 күндей өтті, ауыл өсегі қайта басылып бара жатты. Өстіп мүлдем ұмыт болса екен деймін. Дегенмен бала мектепке барса, тағы да шулайды. Әкесінің арқасында қымбат гимназияда оқыса, онан жоғары оқуға түссе, тіпті де шетелге кетсе де, мына өсек қалмайды. Қоңырауы сыңғырлап, өмір бойына еріп жүреді. Бұл әрине еркекке білінбейді, ал әйелдің соңынан қалмайды. Сол үшін де әйелдің аяғын шалыс басқаны өте қиын. Ертең ақ келін келмейді ме? Құда анда болмай ма? Қазан ошақ сыңғырламай ма? Бәрі де мүмкін ғой. Сол кезде осы сөзді келінінен естісең, тірідей өлмегенде нен қалды? Құдай бетін аулақ қылсын. Жүзі қара болғаннан жаманы жоқ. Палчандарыңа барып, сонан шығып әрі қарай ауылға кет. Мұнда келмей-ақ қой, дедім ертесіне шай басында отырғанда. Иә, жұмысымда бар. Қала берсем болмайды, дейді көңілдес күйеуім. Сөйте ғой, мен шақырғанша келме, бірақ мен сені шақырып тұрам, деп үміт беріп жібердім. Мұны үйістіп шығарып салмасам түнімен қипақтап қанымды ішті. Сондағысы мен берсем бұл құршын қандырса болды. Көзім іліне бергенде қолын жүгіртіп ұйқы бермейді ғой ақымақ. Бүйте берсе елдіп кетіп бұтымды керіп тағы да көтерсем, масқараның көкесі сонда болады. Не болса да ағамнан хабар күтіп жаттым. Оның арасында білім басқармасының салтына тіркеліп аңдып отыратын болдым. Балапаным тып-тыныш, анда-санда болмаса жылай бермейтін. Сол үшін қарынды тойдырып баланы емізсем әрі қарай Инстаграм ақтарып жату ғана. Бір күні ағамды келеді деп білім басқармасының сайты шулап жатты. Бұл мамырдан ортасы еді. Жалғыз жатып жабырқап жүргенмін. Бөтен нөмірден тағыдай қоңырау келді. Мен келейін сіңлім, деп ағамның тапсырғанын
айтты бір кісі. Мекен жайыма жаздым. Жүрегін қолына алып жетіп келді. Елуге таяп қалған ағам қатарлы кісі екен. Баланы тозға түсіріп көмектесті. Онсыз да шомылдырып жүргенмін. Білгенім артық болмайды. 5-ке бөліп шүмекті былай дейді. Онан жайлықпен құндақтаған былай міне дейді. Сол күні кешке дейін жанында болып сорпа ішіп кетті. Ал енді ертесіне ағам келді. Әрине үйге емес, қалаға келді. Мен сізді күтіп жүрмін, аман есен келдіңіз бе? Деп өзім жаздым. Келдім, бірақ сен мені неге күтесің? Деп сұрады. Сіз өзіңіз айтқанға дедім. Оған әлі ерте ғой, алдымен шілдеден 40-нан шығар, кішкене белі қатайсын, дейді. Әрі қарай не айтасың? Ағамның сөзінен торға түскен торғайдың күнін кешкенді білдім. Осылайша, мен қазір жұмыстамын, кешке өзім хабарласам, деген ағам тұтқаны тастай салды. Мен бұлай жата беретін ақмақ емеспін, бала керек болса өзің жүгірерсің, деп күбірлеп қала бердім. Расау, мына үйдегі күнім торғайдың күні болып барады. Ешқайда шыға алмаймын, ешкіммен сөйлесе алмаймын. Сөйлесетін бетім жоқ болса қалай сөйлесем? Өзімнің де бұрынғы байымның да құрдастарының группасынан шығып кеткенім қашан. Бір ғана жеңеше мені сіңлім бар. Олар да байларының алдында тілдері шайнап қипақтап отырады. Бірақ соның бәрі менің кесірімнен болды. Алайда сол күні кешке телефоннан қоңырау күтіп отырсам, есігімнің қоңырауы шырылдады. Жетіп барып, бұл кім екен? Десем, менмін деген ағамның даусы. Тетігін баса салып баламның бетін ашып қойдым. Онан бір иіскеп алып ас бөлмеге жүгірдім. Көзі жыпылықтап қарап жатыр. Бала деген тәтті болады ғой. Енді бұл күн сайын тәтті болып бара береді. Аяқ қолы тырбыңдап күлетін болады. Онан аунап түсіп жататын болады. Бір күні тай басып былдырлап тілі шығады. Құрбыларының балаларына телміріп талай қарағанмын. Тілім тасқа тисін, сұқтансам. Сыртқы есік ашылып ағамның кіргенін байқадым. Үстіне қап-қара спортивка киіп алған, ас бөлмеге бас сұқты. Онан маған қарап, қалайсың? Деді де кейін кетті. Бала жатқан бөлмеге бара жатқаны анық еді. Қолымды сүртіп тастап, соңынан ердім. Алайда бұл да менің бұрынғы байымның кебін киді. Баламның бетіне үңіліп біраз тұрды да, анау жердегі орындыққа отыра кетті. Жейтін бір нәрсе бар ма? Деп қалтасына қолын салып, ақша шығарып еденге тастай салды. Неге еденге тастайды? Мен сонда ит сияқты болып ақшаны жинауым керек пе? Қанша ақша екенін білмеймін. Әйтеуір біраз ақша. Бірақ аштан өлсем де мен ол ақшаны алмаймын. Беретін болса кешегі күйеуім сияқты халатымның қалтасына салып бетіне сүймей ме? Әрине, оның бергені мына ақшаңның 5-тен 1 болар. Бірақ берудің де беруі бар ғой. Итке сүйек лақтырғандай тастай салғаны қалай кетті? Мен алдына барып еденге еңкейіп жинап алады екенмін ғой. Адамда ақша бұзат деген рас сияқты. Облысты устында ұстағалы, менің ағамның мінезі өзгергендей көрінді. Бала жайлы айтатыныңыз бар ма? Деп сұрадым төсекке жақын баламды нұсқап. Қайда асығып жүрсің? Дейді ағам. Мен асығыс емеспін, бірақ мен сізге мынаны айтқым келеді. Маған келгеннің бәрін Құдайдың ісі дейін. Бірақ мен сіздің балам екеумізді мына үйге қамап қойып, өзіңіз шетелде жүргеніңізге қарсымын. Сізге ДНК жайлы сол үшін айттым. Сіз оны әу баста өзіңіз айтқансыз. Мен оған дайынмын, дедім. Сонда маған балаға бір қараған ағам, тым болмаса аман есен 40-нан шығарысай, жарықтық, деп ұрсып тастады. Негізі менің ашуым келетіндей бар еді. Өткенде бұрынғы байым келді. Ол мына баламның бетіне бажырая қарады. Бүгін мына байым келді. Бұл да бажырая қарап үрпиіп отыр. Сендерге бала керек болмаса, маған керек. Ақымақтар, тым болмаса көңілім үшін бетіне сүймесе де, құндағымен көтеріп, сүйсініп бір тіфай десе нетті. Өтірік болса да солай жасамайсыңдар ма? Сонда сен екеуіңе менің көтім керек те, көтінен шыққан бала керек емес пе? Менің көңіліме қатты тиген осы еді. Мынадан кейін сені сүйемін, 2 балаңмен үйленемін, 3 балаңмен аламын деп өтірікті сылқитатын еркектерді ойлай беріңіз. Айналып келгенде, оларға сенің бала шыққан тесігін ғана керек екен. Менің басымды босатыңыз, деп дүңк еткіздім. 2 кештің арасында сені қандай жау шапты, дейді. Маған мына отырыс ұнамайды, білесіз бе? Мен мына үйде жалғыз отырып күн кешетін қыз емеспін. Мен мына баланың тегін тезірек анықтап,
Әрі қарай бір шешімге келу керекпін. Егер сіз қарсы болсаңыз, ертең-ақ өзім барып теңкі тапсырып, нәтижесін хат арқылы поштаңызға салып жіберем, дедім. Сонда ағам маған біртүрлі қарады. Мен де қабағымды түйіп түр жасап алғанмын. Ас бөлмемен екі арада кіріп шығып жүре бердім. Терезеден далаға қараған ағам көп ойланды. Тіпті 5 минуттан ұзап бара жатты. Не иә демеді, не жоқ демеді. Сонан соң орнынан тұрып, шалқалап жатқан баламның бетіне қарап тұрды. Қапталдап келіп, баламды көтеріп алдым. Ағам білегімнен шап берді. Басымды бұрып көзіне тік қарадым. Ызаға булығып түтеп тұрған жүзіне шып деген жас жеткенде, тоқта сен, баланды тез орнына қой, деп айқайлап жіберді. Жүрегім зырқ еткенде, еңкейе түсіп баланы тастай бердім. Білегімнен ұстап алған ағам жібермеді. Тартып жіберіп өзіне қаратты да: сен маған оңай дейсің бе? Мен жетісіп жүрмін бе? Айт, деп ақырып жіберді. Қорқып кетіп басымды бұға бердім. Көзіне шөп салған қатынды байы өлтіреді. Мына қалада жақындағаны сондай сұмдық жағдай болды. Мұндайда еркектің сағы сынады, жолдан таяды, ішкілікке салынып адам кейпін жоғалтады. Мен соның бәрін ішіме жұтып жүрмін. Париж дейсің, мен сол Парижді қыдырып, береке таппадым. Өйткені сені туды деп ауыл шулап жатыр. Олардың арасында мені құттықтамап, мазақ қылғандар да бар, деп итеріп жіберді. Әрине жерге емес, кереуетке итеріп жалп еттім. Сен дұрыс істедің дейтін болсаң, оны айт. Мен ол жігітке тимесем, қорыққанымнан емес, адамдық қасиетімді жоғары қойғаным. Мұндайда еркек-еркекке ештеңе айта алмайды. Өйткені сен қатыныңа ие бол, мен оны зорладым ба десе, әне, не айтасың? Әрине ол сені зорлаған жоқ, сен оны өз еркіңмен істедің. Мына баланың ешқандай күнәсі жоқ, бұл кімнің баласы болса да өмір сүруге құқылы. Елге жетемін дегенше асығып келдім. Бірақ мына періштені көріп, бетінен сүйе алмадым. Өйткені сенің сатқындығың ешқашан ұмытылмайды. Еркек ондайды ұмытпайды, түсінесің бе? Деп аяғымды итеріп тастап отыра кетті. Сонан соң балаға қарап, біраз отырып, өзегіңде өшпей із қалады. Ол сенің жүрегіңе жабысып мұз балады. Сонан соң қит етсе есіңе түсе береді. Мына үйге жетем дегенше менде де сен ойлағандай оймен келдім. Баланы көтеріп аламын деп келдім. Бетіне қарап күлем деп келдім. Искеп-искеп тояттаймын деп келдім. Бірақ сенің былығың есіме түскенде, бетіне қарап қаттым да қалдым. Мүмкін бала маған ұқсайтын шығар. Алайда көңілінде күдігі бар еркек өз баласына да басқаша қарайды, дегенді айтты. Әрі қарай, тұр, ас бөлмеңе бар, қазанның иісі шығып бастады, деп қолымнан тартты. Сол қолымның білегімнен көзімді басып жатқанмын. Ұшып тұрып ас бөлмеге зыттым. Майын қызып күйіп бастапты. Етін салып қайта-қайта сығалап кетіп жүрдім. Ағам жатып алып баламның бетіне қарап жатыр. Аяғымның ұшымен келіп 3 рет қарадым. Ағамның сол жатысы еді. Көзін алмай ұйықтап жатқан балаға қарап жатты да қойды. Бірақ не иіскемеді, не бетінен сүймеді. Біразға дейін жата берді. Мен қазан басын тыңғырлатып жүре бердім. Орнан тұрған ағам ас бөлмеге кіріп отыра кетіп сөйлеп жатты. Менімен аттас қайнағаң бар ғой, білетін шығарсың. Әлде сен онымен де еніңмен ұрысқандай ұрысып едің, деп сұрады. Не айтқысы келді екен деп үндемей жүре бердім. Онан үлкен Манарбек деген болды ғой, менімен бір сыныпта оқып бітірді. Өте жақсы жігіт болатын. Өкінішке орай жастай қыршын кетті. Сенің күйеуің тап сол Манарға ұқсайды, түрі де сөзі де келеді. Айтқым келгені ол менен түсіме кіріп кешірім сұрады. Сен екеуінің бырлықтарыңа өздерің ұялмасаңдар да, әруақ ұялып жатыр. Білесің бе, анаңа дейін өле-өлгенше кешірім сұрап кетті. Ал енді саған Денга керек екен. Ертең бір апай келеді. Үйден алады, үйде болады. Нәтижесін екеуміз бірге естейміз. Әрі қарай шешімді де бірге қабылдаймыз, деп ас бөлмеден шыға берді. Аға, сорпа пісіп қалды, ішіп кетіңіз, деп соңынан ердім. Алайда ағам бөлмеге емес, шыға беріске беттеп аяқ киімін киіп жатты. Аға, сіз жақсы көретін сорпа пісіп қалды, отырыңыз, деп екінші рет айттым. Мен ол сорпаны пісірген әйелді жақсы көрген соң жақсы көретінмін. Бірақ абайсызда тамағыма сүйек кетіп қалды. Ол құрғыр не әрі не бері кетпей тұрып алды.
Сол сүйек кеткенше сорпа ішпеймін деп уәде еттім, деген ағам шығып кетті де қалды. Ал енді ертесіне қолына чемодан көтерген орта жастағы қатын үйге келді. Бұл денк алуға келген апай болатын. Құйрығымды қысып, ұстап, Құдайға жалынып нәтижесін күтіп жүрдім. Сол күні күн кешкіре бастағанда есігім қайта қағылды. Ашып қалғанда алдында ағам мен қолына чемодан ұстаған әлгі келіншек тұрды. «Кіріңіздер», деп ілтипат білдірдім. Ағамның түрі адам танымастай өзгеріп кеткен екен. Есіктен кірген апа аяқ киімін шешіп жатқанда көңілсіз көрінген ағам: «Мен өте сенгіш адаммын, сіз маған осы жерде нәтижесін айта салыңыз», деп сұрады. Сонда аяғын шешіп болған апа чемоданын көтере салып: «Неге олай дейсіз? Сонша жерден келдіңіз ғой ағасы», деп таңдана қарады. «Жоқ, жалпы айтып жатқаным ғой, нәтижесін естігім келеді, бірақ қобалжып тұрмын. Сол үшін ауыз екі маған айта салыңыз, ал мына келіншекке қағазын көрсете салыңыз», деп аяғын шешпей тұра берді. «Жоқ аға, олай болмайды, өйткені мен өзімде нәтижесін білмеймін. Асықсаңыз мінекей осы жерде пломбасы бар пакетті көрсетемін, екеуіңіз де қарап алыңыздар. Әрісі 2-ақ минут», деп чемоданын жерге қойған апа сықырлатып ашып жатты. Бұл менің өмірімдегі ең қиын сәт болатын. Миымда мыңдаған сұрақтар қаптап кетті. Баламын ағамнан болмаса, бұрынғы байымнан. Осы екеуінен басқа ешкімдікі емес. Ол өзіме ғана аян. Анау шалдың сипағаннан туатын қатын емеспін. Бірақ осы екеуінің бірінде ақша бар, екіншісінде махаббат бар. Махаббат болғанда менің де махаббатым бар. Қысқасы, әп-сәтте чемоданды ашқан апа ішінен бір пакетті шығарып: «Жарық болса қоссаңыздар екен, пломбасын көрейін», деп жан-жағына қарады. Қосатын тетік кіре берісте ағам тұрған жерде еді. «Қазір», деп жақындай бердім. Құрғырды басатын саусақтарым қозғалар емес. «Әупірім», деп алақанмен қостым. Сонда апам ағама жақындап: «Міне, аға, мына пломбаны көрдіңіз бе?» деп сұрады. Қолына қараған ағам үндемей тұра берді. Енді апам маған қарап: «Сіңлім, сен ше?» деп сұрады. «Көрдім», дедім, бірақ даусым шықпай қалды. Апам оны түсінбесе керек. «Көрдіңіз бе?» деп қайталап сұрады. «Көрдім», дедім де қабырғаға сүйеніп тұра қалдым. Аяқ қолымнан жан кетіп қалды. «Кешіресіздер, мен сіздерді түсінбей тұрмын. Қаласаңыздар пакетті қолдарыңызға берейін. Екеуіңіз бірге ашып қарасаңыздар. Біздің орталықтан тез сұрайтындар көп, алайда нәтижесі шыққанда естігісі келмей тұрады. Егер аш десеңіздер, осы жерде ашып беріп, қағазды тастап кетемін. Өздеріңіз оқып аларсыздар», деді апам. Мен үндемедім, ағам да үндемеді. Бірақ мақұл дегендей басын изеді. Осыны күткендей апамыз пакетті жыртты да ішінен бір парақ қағаз шығарып төсекке қойды. Сонан соң тағы бір қағаз шығарып: «Мына жерге қолдарыңызды қоюларыңыз керек», деп көрсетті. Рас екен, аса құпия болады дегені рас екен. Екеуміздің де аты жөніміз жоқ. Әкесі деген жерде бір, анасы деген жерде 2 деп тұр. Оның төменіне біздің қан тобымыз бен тапсырған күніміз жазылған. Басқа ештеңе де жоқ. Саусағым дірілдеп тұрып әреңдегенде қол қойдым. «Қорықпа, сіңім, тест тапсырғандардың бәрі қорқып тұрады», дейді апам. Қажет деген жеріне қолымды қойып болған соң ішкі бөлмеге кіріп кеттім. Ағам қол қойды ма жоқ па білмеймін. Әлгі апамның: «Ал ендеше мен кеттім. Отбасыларыңыз аман, дендеріңіз сау болсын», деп есікке бара жатқанын естідім. Анадай жерде кең кереуетте балам жатыр. Оның жанында бір жапырақ ақ қағаз жатыр. Өзім терезенің алдына барып теріс қарап тұра бердім. Апа шығып кетті. Ағам кіреберісте тұрған. Бірақ қашанғы тұрсын. Аяғын шешіп менің жаныма келіп, қатарласып терезеге қарады. Екеуміз де сөйлемейміз. Екеуміз жаңа ғана ұрсып қалған бай мен қатын сияқтымыз. Арадан 3 минуттай уақыт өтті. Қашанғы шыдайын. Өзім сөйлеп бастадым. «Ана қағазды оқымайсыз ба?» деп сұрадым. «Оқитын болсаң сен неғып тұрсың?» дейді. «Мен оқымаймын, өйткені маған керек емес», дедім. «Неге керек емес?» деген ағам жалт қарады. «Сол аға, маған тесттің нәтижесі керек емес, өйткені мен анамын. Мына жатқан бала менің жатырымнан шықты. Мен оны кімнен тусам да ол менің балам», дедім.
Баланы соттасса да ала алмайтынын біліп алдым ғой, несіне қорқамын, деп қоямын. Осы саған керек пе? Бір кеткен адамыңа қайта барып нең бар? Деп көзіме тік қарады. Осы жерде Құдай менің аузыма мынандай сөзді түсірді. Мен ешқайда барған жоқпын. Барды деп күдіктенсеңіз, анау қағазды қараңыз, сонымен бәрі бітсін, деп дүңк еттім. Қызық екен деген ағам барып қағазды алып қарады да, құндақтаулы жатқан баланы көтеріп алды. Мен онысын көрмедім. Терезеге қарап тұра бердім. Бірақ қимылынан бәрін біліп тұрдым. Демек сараптама оң нәтиже берді деген сөз. Алайда сол күні баласына үңіліп біраз отырған ағам кешкі асқа қарамай кетті. Бір қызығы ештеңе демей үнсіз кетті. Сол кеткенде мұңайсам да, қағазға қарап қуанғандай болдым. Енді мен не істеуім керек деймін. Ең бірінші мен бұрынғы байыма сараптама жайлы жақ ашпауым керекпін. Баланың әкесі мына ағам. Осы кісі бір шешім айтпағанша, ол жүре берсін. Жалпы сол сорлының тап қазір Денка дейтіндей жағдайы жоқ. Қу басын құшақтап жалғыз қалды. Әке кетті, шеше кетті. Жасы 30-дан өтті. Шындығында оған енді бір шүйке бас керек ақ. Жалпы ол жігітті әйелі тастап басқа байға тиіп кеткен десе, танымайтындар сенбесе керек. Мынандай еркектен кеткен қатын бейбақ еді, десе керек. Өйткені ол асылдың сынығы, ол алтын бала. Дегенмен оның тағдыры сондай болды. Бейшара жалғыз қалды. Мен оны әлі де жақсы көремін, жаным ашиды. Егер де мүмкін болса жалғыз қалдырғым келмейді. Жылаттым ғой, мен оны сорлатып кеттім. Бірақ мені де Құдай кешірсін. Солай жасауға мәжбүр болдым. Мені 13 жыл бала көтермеген әйелдер ғана түсінеді. Басқалар үшін мен бәрібір қаны бұзық қатын боламын. Иә, мен жаңылдым, мен оны мойындаймын. Дегенмен, ең бірінші енем кінәлі. Алайда марқұмды жамандап күнәсін арқаламаймын. Өйткені ол кісінің де ұлына ұрпақ керек болды. Босағасында 10 жылдан көп жүрген келіні бір бала туып бермесе, кез келген ана баласына басқа қатына бергісі келеді. Көрдіңіз бе? Сайып келгенде осының бәрі төбедегі Құдайдан келді. Ал жердегі пендеден көреді. Бәлкім сол үшін де Құдай мені қайта-қайта кешірген шығар. Аға, бүгін сізге қандай тамақ пісіріп қояйын, деп қоңырау соқтым. Мен Астанадамын, дейді ағам. Жарайды, аға аман болыңыз, деп қоя салдым. Одан әрі не сұрайын? Неғып жүрсің дейін бе? Олай дейтіндей қатынмын ба? Еркек деген осы екен. Оларға қатын жолда бала белді дегені рас екен. Бүкіл бір облыстың білім басқармасының бастығы қатын таппайды дегенге сену қиын. Керек десеңіз, 50-дегі еркек қыз алады, мен бейбақты кім алады? Мені қатын жіберген немесе қатыны өлген біреу алады. Сол үшін бұрынғы байыма қоңырау соқтым. Айттым ғой, мен оны ешкімге қимаймын. Түсінесіздер ме? Ешкімге. Оның өзімнен басқаға бұйырғанын қаламаймын. Өкініш бар ма? Сен де дейсіздер ме? Әрине бар. Мен онан ажыраспасам да туатын бедім. Білмеймін. Интернеттен қарап көрсем, 13 жылда туғандар жетіп жатыр. Алайда осы үйдің бұрынғы бейкесі де айтқан еді. Құдағиымның сіңлісі деді ме, сондай бірдеңе деп еді. Осылайша күндер зулап өтіп жатты. Баламен әуре болып жүре бердім. Қыз, ертең қырқынан шығарам дейсің, барайын ба? Дейді жеңгем. Келем десеңіз келіңіз дедім. Оған кім айтқан десеңіздер айтайын, ағам айтқан. Ол кісі әлі де менің туғандармен арасын үзбеген болатын. Соған қарағанда маған қайтып келер дедім. Олардың білмейтіні бір ғана нәрсе. Баланың ағамнан екенін білмейді. Ағамның оны неге жасып жүрген білмейм. Маған да солай айтқан болатын. Бұл екеуміздің ғана арамызда қалатын болған. Сондағы түсінгенім, ағам өзінің ДНК сараптамасын жасатқанына ұялатын сияқты. Меніңше басқа себеп жоқ. Айтқандай, осыдан біраз бұрын еденге тастап кеткен ақшасы жайлы айтайын. Мен оны ерегісіп алмай қойдым. Ағам кеткенде жатын кереуеттің астына асыра салғанмын. Бүгін үй тазалайын деп жаңа сансорғыш пен жаңа тоңазытқыш беріп жіберген. Оны 2 жігіт келіп кіргізіп, қосып беріп кетті. Сол шаңсорғышпен үй тазалап жүріп, анау ақша есіме түсті. Кереуетті әрі-бері ысырып, бәрін жинап алдым. 500 000 теңгеге шықты. Бұл менің 2 айлық жалақыма тең болатын. Сонымен ертең қырқы деп жүгірдім. Басқармадан бір қыз келіп көмектесті. Онан интернеттен Гүлжан деген келіншек келіп үстел жасап берді.
Ақшасын төледім. Ауылдан жеңгем мен сіңлім келді. Осындағы көрші қолаң жиналды. Ұлымды 40-нан шығарып мәре-сәре болдық. «Қызым, қай елдің қызы боласың?» деп сұрады қарсы есікте тұратын кемпір. Руымды, жасымды, ауылымды айттым. Әжем айтпасыма қоймады. Алайда кейуана көрші онымен де тоқтамады. Иегі кемсеңдеп, аузы шайнаңдап. «Күйеуің қайда?» деп сұрады. «Күйеуім Астанада, жұмыста» дедім. «Бәсе, біздің Мираш келін күйеуі бастық деп айтып еді. Бастық екен ғой» дейді. Бұл кісінің Мираш деп отырғаны Мейрамкүл деген көрші келіншек. Осы кісінің келіні. Ол медицина саласында істеймін деген. Ағымды қайдан таниды деп таңғалдым. Сол Мейрамкүлдің өзі жоқ еді. Сменде болғанмен енем барат деген. Енесі келіп болмаған нәрсені сұрап ашып жүрген миымды одан әрі ашытты. Осылайша 40-нан шығардық. Бір қызығы, балам әлі де есім қойылмаған, азан шақырылмаған, ат қойылмаған соң құжатты алынбаған. Мына кемпір енді соны сұрап өліп барады. «Алжыған қақпасау тып-тыныш отырып тамағыңды жесеш, сенің не жұмысың бар?» деймін ішімнен. Ол әр нәрсені сұрай бергеніне артық осымен қорқып барамын. Қысқасы әлгі кемпірден естімегендей болып құтылдым. Ол да еркен біреу екен. «Әй, балапанның аты кім? Азан шақырттыңдар ма?» деп 3 рет сұрады. Сөйтсем оның сырын соңынан естіттім. Ауылдан келетін шалы бар екен. Азан шақырып тиын-тебен алады екен. Соған қарағанда келіні ағамды таниды. Тым болмаса бастық екенін білет. Өйткені менің ағам қалалық теледидарға көп шығады. Айтқандай, құжат жайлы ағама айтқанмын. Ол жақында қамшеме деген. Балаға берілетін сүйінші пұл деген бар десем, ақшаң жетпей жүрме деген. Осыдан кейін артымды тастай қысып үндемей жүргенде 40-нан шықты. Ал енді балам қатая бастады. Ағамен арамыз оңала қоймады. Бұрынғымды шақырып 3 күн қонақ қылып жібердім. Себебі ағам 2 күннің бірінде Астанада болды. Негізі қалада жүрсе де үйіме көп келмейтін. Келсе де тамақ ішпей отырып кететін. Алдына тамақ қойсам шығып ысырып қоятын. Сонда ғана мен оның тек бала үшін келетін түсіндім. 2 ай болды ғой, мына балада құжат жоқ, өзіңізден хабар жоқ, деп жаздым бір күні. Барғанда сөйлесеміз дейді. Сіз сонда қайдасыз деп сұрадым. Астанадамын дейді. Астанаға көп барасыз, сол жақтың бір қызына үйленіп алсаңызшы, деп қалжыңдаған болдым. Айтсаң болды, үйленемін. Мен мұны Астанаға аусамын, оқу басталсын дейді. Сонда ғана ағам жайлы сыбыстың қауесет болмағанына көзім жетті. Жеңешем айтқан, Астанаға ауысып кетуі мүмкін деген дейді. Біздің қыз не болады деп сұрап едім, жауап бермет деген. Сол сөзі рас болайын деп тұр ғой. Анау Асқатпа, сол досы аман тұрса екеуі біраз жерге барады. Ағам сол кісімен қатты дос дейді. Әйтпесе ол мұнан кіші жігіт. Бірақ басқа еркек құрып қалғандай менің ағамды ұстазым деп үлгі тұтадымыз. Осыдан кейін менің ойым өзгере бастады. Өйткені Астанаға жұмысының ауысып жатқанын айтпаған еркекті байым болады деп айта алмаймын. Ол маған ештеңе айтпаса да, жаныма жатпаса да, тіпті көзіме шөп салғаның өтірік пе деп сұрамаса қайтемін. Мына балам 40-нан шықты. Оған да келген жоқ. Басын растайтын құжаты бұл жоқ. Айналып келгенде қараң күнім сол баяғы байыма қалды. «Әй, сен қайдасың?» деп қоңырау соқтым. «Жұмыстамын, не болды?» дейді. «Сен қатын таптың ба? Әлде салаңдап әлі жүрсің бе?» деп сұрадым. «Маған қатын керек емес» дейді. «Маған да бай керек емес» дедім. «Алдағы демалыста барам» дейді. «Кел, бірақ дәмеленбей кет» дедім. Шынымды айтсам, жалғыздықтан шаршадым. Өйткені 2 бөлмелі кең үйде жалғыз өзім ғана. Шықсам есік алдына 1 сағат баламды құшақтап шығам. Онан ұйықтап жатқанда төмендегі дүкеннен азық-түлік әкелем. Міне, күнде күн әрі айналып келе беретін осы сүреңсіз өмірім өтіп жатыр. «Аға, сіз қашан келесіз? Сөйлесуіміз керек» дедім ертесіне. Кейін сөйлесеміз деп өшіре салды. Соған қарағанда жиналыс па, сондай жерде отырған сияқты. Өйткені сыбырлап сөйледі. Кіші қыздан хабар жоқ деп жүрсем, ерекше балалар оқитын жерге беріпті. Өзім білетін едім. Ол қызың сондай бірдеңесі бар еді. Онысын ешкім білмесін деп айтпаған болар. Сөйтіп жүргенде балама құжат әперетін болды. «Менің тегімді бересің, түстен кейін барып қайт» дейді. Барғанды қайтейін, бәрін жаздырып қойған.
Әрине өз атына жаздырған. Мен дайын құжатта алдында қайттым. Сөйтіп жүргенде балам 5 айлық болды. Осы 5 айда бірнеше рет келсе де етегімді көтермеді. Сонан соң кешірер деген үмітім бір жолата үзілді. Соңында бір келгенде ашық сөзге көштім. Жауап бересіз бе? Не айтасыз? Ашып айтыңыз, деп сұрап отырып алдым. Баламның белі қатайсын, дейді. Бұның белі қатайғанша сізде шал боласыз, сол үшін бір шешімге келіңіз, дедім. Үндемей балама қарап отырды да қойды. Бұл өзі аса көп сөйлемейтін адам ғой. Сол күні де жауапсыз қалдым. Қарқсатсын, мұндай еркекті. Мені шаршатып жіберді. Келемін демейді, үндемей келе салады. Есікті тықылдатқаннан ашамын. Бірақ амандаспаймыз, хал сұрамаймыз. Ішке кіретте баласымен ойнап отырып кетеді. Бұл адамның кеткенінде сорақы. Дым демей, үндемей шығып, жоғалып кетеді. Құдай-ау, мен кеттім деп те айтпайды ғой. Сонан бір қарасаң Астанада, бір күні қарасаң шетелде жүреді. Бүгін қарасаң Голландияда қаңғып жүр. Неғып жүргені өзіне аян. Маған айтпайды. Сонда мұны күтіп не қылам? Ол маған итсің бе, адамсың ба демейді. Алайда әр келгенде баласының құрсағына ақша тастап кетеді. Ол оны шашып, ойнап жатады. Тым болмаса сол ақшаны қолыма берсе екен. Қыз келіншектер жағы біледі. Мұндайда бай адам жалықтырып жібереді. Әрине етегімді көтермегеннен өлмеймін, көңіл бөлмейді. Сол шақырғанда 3 күнге бұрынғы байым жетті. Бұл да сол, басқа қатын керек емес дейді. Бірақ бұл сорды күнімен, түнімен баламен ойнайды. Бірақ кімдікі деп жақ ашпайды. Өйткені бұл да білет. Мұның да менімен осы баладан басқа сүйеніші жоқ. Жалғыз жарым, шарасыз күйде. Сен мұндай болғаныңа маған өкпелеме, шешеңе өкпеле, дедім. Қоя ғой енді, соңынан сөз айтпашы, дейді. Сен осы 8 айдан бері бұтыңа намаз оқып жүрген жоқ шығарсың. Тапқан шығарсың біреуді, деймін долданып. Менікі сол бір жауап. Сенен басқа ешкім керек емес, дейді. Болды. Осы келгенде 3 күн түнеп кетті. Бала ортада, екеуміз екі жағында. Қарап отырсам бұрынғыдай қарқыны жоқ. Мүмкін жасы келіп жатқан болар. Ертең тұрып осы сорлына жақсылап қарайыншы, дедім. Рас екен, бұрынғы байым кәдімгідей жүдеп кетіпті. Есілер мені, сені қор қылдым ғой бейбақ. Сенің соңында мектептің мен деген қыздары жүгірді емес пе? Солардың арасынан маған бұйырып едің. Қазір қор болған сияқтысың. Тамағын үрлеп ішіп отыр. Момын ғой, әу бастан момын жігіт бұл. Мектептің красавчигі. Бір топ қыз қаласып жүретінбіз. Әттең, шешең жақсы болғанда басқаша болар ма еді? Бұл қазір асын ішіп болып кетуі керек. Кешірек жолға шығамын, дейді. Қараңғыда жол жүріп қайтесің? Ертерек кет, дедім. Көлігімді жөндеуге апарам, дейді. Терезеден қарадым. Сол баяғы өзім әперген көлік. Онан бері 7 жыл өтіпті. Өзі сияқты көлігі де шаршаған шығар. Қолына бір уыс ақша ұстаттым. Керек емес, қойшы, деп ұялып қояды. Ала ғой, көлігінің барлық жерін жөндет. Шашыңды алдар, онан киім ал, деп қалтасына салдым. Ағамның тастап кеткен ақшасын санап отырмадым. Сол күйі бердім. Қимайсың ғой сорлына. Жарайды жаным, енді қашан шақырасың? Деп баламның бетін еске беттеді. Мына кісінің бір жағына шықсам айтамын, деп шығарып салдым. Бір қызығы, сол кісінің атын айтсам бұл бейбақтың үні шықпай қалады. Басы салбырап кете барды. Терезеге жүгіріп барып қарап тұрдым. Рас, бұрынғы күйеуімнің белі еңкейе түскендей ме, қалай? Әлде менің көзіме солай көрінді ме екен? Сонда көлігіне отырған бұрынғым терезеге бір қарап қозғала берді. Бірақ қайта басын шығарып қарап кетті. Төсегіме келіп өкіріп құладым. Мен мұны не істеп қойдым? Деймін. Апталдай азаматтың жанында 3 күн түнеп, етегіме жармаспағаны қалай? Бұл бұрын ондай емес еді. Мұның қарқынына шыдамай шыңғырған түндерімде сан жоқ. Мүмкін, дәмбеленбе дегенге үндемеген бекен. Олай болу мүмкін емес. Еркек қосса қипақтамай жатпайды. Демек бұл сорында қатты ауырып жүрген болар. Таң атқанша жылап шықтым. Ол түк емес. Ертесіне де көзімнің жасы қорғамады. Аға, тез арада бір шешім қабылдаңыз. Менің басымды босатыңыз, деп айғайға бастым. Ағам үндемей тұр. Онан сайын айқайлап,
ұрсып жатырмын. Сонда да жауап жоқ. Сөйтсем ағам телефонын өшіріп тастаған екен. Басымды босатыңыз, әйтпесе мен өзім барып ажырасуға арыз берем, деп WhatsApp-на жазып қарап отырдым. Ағам да бірдеңелерді жазып жатыр. Әне, жазғаны келді. Хабар өзімнен болады, айқай шу керек емес. Келесі келгенде айт, деп бұрынғымның атын жазғанда, аяқ қолым дірілдеп, аударылып түсіп отыра кеттім. Не дейді? Ол келесі келгенде дей ме? Сонда мұндайдан кейін сөйлесіп көріңіз. Шошып кетіп бөлмемнің ішін көзімен тінтіп шықтым. Бірақ мен осы ретте ақ едім ғой. Күнәм бар шығар, алайда күнәһар емес едім. Мына заманғы адамдар бір рет жамандық жасасаң, оған дейінгі мың жақсылығыңды ұмытады. Ағамның құжат әпермей қашқақтап, некеден шықпай жүргеніне қарағанда, мені сынап жүрген болғаны ма? Бірнеше ай болды. Өзі маңыма жолама демес пе? Жалғыздық жаныма батқанда бұрынғы күйеуімді шақырдым. Сол үшін мені кінәлімін. Бірақ мен онымен болмадым. Оны қалай дәлелдеймін? Сол күні баламды бесікке бөлемей құшағыма алып жаттым. Балапаным ертерек есейсе екен, жалғыз басыма қара болса екен деймін. Жігіт болғанша мен пана болсам, сонан соң бұл маған қара болады. Өйткені бұл жігіт болғанда менің жасым 50-ден өтіп, наушабай жасқа жетеді. Қазір ғой, бір еркек табылар, бірақ ол жаста бақыт іздеп, батпаққа бататын ойым жоқ. Жылап жатып көзім ілініпті. Сол баяғы ақжаулықты анам келіп, төбемнен қарап тұр. Сіз қашан келіп қалғансыз? Деп орнынан атып тұрмақшы болдым. Алайда керек емес. Кейін, деп 3 ауыз сөз айтқан анам, мынау әкелген 3-7 болсын, деп төсегіме 3 түрлі түсті маталарды тастады. Не дейсіз? 3-7 дейсіз бе? Мам? Сандырақтап жатып оянып кетіппін. Басымды көтеріп қарасам, үйдің іші тым-тырыс. Ас бөлмеден түскен жарық қана бар. Ұшып тұрып терезеге жеттім. Таң қылаң беріп ағарып келеді екен. Мен бейбақ, анам шығып кетті деп іздесем керек. Сонда ғана анамның түсіме кірген білдім. Ұйқылы ояу жүріп, марқұм болғанын ұмытсам керек. Мен бірақ жаным қиналғанда анамды сағынатынмын. Сонан соң Құдайға жалынатынмын. Сол күні түсімде болса да анық естідім. 3-7 деді. Түрлі маталар бергені жақсы емес пе? Олма қосқан қалың малы болар. Әйтеуір біздер жақта 3-7, 5-7, 7-7 деп кете беретін. Қалың мал бар. Баламның бетінен күлдім. Бөк түсіп ұйықтап жатыр. Анам жарықтық сағынған шығар, деп 7 шелпек бастадым. Оны күн сәскеде көршілерге таратып беріп, әрең басылдым. Сол күнім өзі көңілсіз түстермен басталған болатын. Есік тықылдады. Әрине, бұл кім дейсіз? Ағамнан басқа ешкім емес. Ашып жіберіп, алдына түсе бердім. Төсекке сүйеніп тұрған баласын көріп, мәз болды. Оның асын ұстап көріп, мына балаға жаңа памперс кигізіп бер, деп бұйырды. Жазған қолда шара бар ма? Жетіп барып астын жуып, бұтын ауыстырдым. Сонда баланы алдына алған ағам ас бөлмеге келіп отырды. Онан біраз баласымен ойнаған болды. Екеуміз бір ауыз сөйлеспейміз. Осы үйге келген 15 минутында оның айтқаны, баланың аусын ауыстыр болса, менің айтқаным қазір, дегенім ғана. Оның басқа хал сұрау, не жаңалық, онда ештеңе жоқ. Оны қош, балам қандай деп телефонда сұраса да ырза едім. Мен сорлда ол да жоқ қой. ДНК нәтижесі шығып, өз баласы екенін білгеннен бері келуін жиілетті. Бірақ баланы иіскейді, баламен ойнайды. Сонан соң шығып кете береді. Ол менің пісіріп жатқан дәмді тамағымды да ішпейді. Әйтпесе мен сол тамақты осы келді деп пісіремін. Оны біле тұра дәм татпайды. Ал етегімді көтермегені, ол бөлек әңгіме. Етектен өлмеймін. Мен оған қоңырау соғып едім, бармай тұр, деді өзінен өзі. Кімге деп сұрап, басында түсінбей қалдым. Пәленкеске, дейді менің бұрынғы күйеуімнің атын айтып. Аға, сіз оны қайтесіз? Айтқаныңыз болса маған айта беріңіз, дедім қарсы алдына отыра кетіп. Әрине, мен саған айтам, бірақ оның алдында айтам. Білесің ба неге? Өйткені мен әйел дегенге ешқашан сенбейтін болғанмын, деп анда-санда үстелді тақылдатып, көзіме қарап отыра берді. Оның келгені рас, бірақ біздің арамызда ештеңе жоқ. Маған сенсеңіз осы, сенбесеңіз өзіңіз білесіз, дедім. Білесің бе?
Сен тап қазір менің көз алдымнан сатқындық деген ұзын сонар сериал өтіп жатыр. Сол сериалдың басты кейіпкері сен боласың. Сценарийін мен құрап алдым, дейді. Аға, мен сіздің не айтып отырғаныңызды түсінбедім, деп иығымды қысып, қазаныма қарадым. Вот, мен соны саған түсіндіруге келдім, деген ағам үстелді шертіп отыра берді. Ішіп келген екен ғой деймін. Әдемі иіс шығып тұр. Қымбат коньяк ішкен шығар. Әйтпесе бұлай қуып сөйлемейтін. Сериал деп сандырақтағанына қарағанда масау деймін. Біз мына үйді қашан алып едік, деп сұрады ағам. Өткен жылы қыста дедім. Дұрыс айтасың, сол кезде мен де келіп едім, есіңде ме? Деп сұрады. Иә, есімде ғой, осы маңдағы бір ауылға барып келдіңіз, дедім. Мұның да дұрыс. Зейнет жасына таяған мектеп директоры жайлы айтқаным есіңде ме? Деп 3-ші рет сұрады. Иә, бәрі есімде, оның несін айтасыз, дедім. Айтқанда былай ғой, сенің есіңе онан басқа ештеңе түспей тұр ма? Деп сұрады. Жоқ аға, онан басқа не айтып едіңіз? Деп жалт қарадым. Онан басқасын өзің айта сал, деген ағам баламен ойнап отыра берді. Бұл не деп отыр? Деп миым қатып мен тұрмын. Анда-санда барабан қойған ағам болса, айта бер, әлде мен өзім көмектесейін бе? Дейді. Мен баламен қатты шаршап жүрмін аға, қазір менің есіме ештеңе түспейді, деп дүңк еттім. Тап осы сөз өтірік, дейді ағам. Өтірік емес, айтатын болсаңыз жұмбақтамай айтыңыз, дедім. Сен бір қызық екенсің. Мен саған өзім жазған сценарий бойынша кино айтып жатқан жоқпын ба? Сен үндемей отырып, сол киноны көре берсей, сен алаңдамай көрсін деп, мен бала қарап отырмын, деп қояды. Бұл бүгін ішкен ғой, неғып малтасын езіп отыр десем, әйтеуір кино деме, сценарий деме, айдалада лағып кетті. Аға, мен ештеңе білмеймін, білетіннің бәрін айттым, дедім. Қойшы, ендеше сен драма киноларды ұнатпайтын сияқтысың. Соған қарағанда сен қызға тек ересектер фильмі ұнайтын шығар, дейді. Содан кейін екеуміз де үнсіз қалдық. Сонда менің үстел үстінде тұрған телефонды алған ағам рұқсат сұрамастан әлдекімге қоңырау соғыпты. Қазан мен әуре болып тұрып алғанмын, байқамаппын. Кімге болса да бұл біреуге қоңырау соқты ғой, деп тұрсам, ау жаным деген дыбыс шығып, жалт қарадым. Сөйтсем телефон менікі, дауыс бұрынғы байымдікі. Қолымды сүртіп жақындай бердім. Түш, деген ағам алары қарады. Анау сорлы арғы жақтан. Алло, не болды жаным? Бәрі жақсы ма? Бала қандай? Деп сұрап жатыр. Амансың ба бауырым? Деді ағам. Сол жерде бұрынғы байымның үні өшіп, дауысы шықпай қалды. Ал ағам болса, емін еркін сөйлеп жатты. Ауыл елің аман ба? Денсаулығың жақсы ма? Деп сұрады. Жақсы, я жақсы, дейді анау ақмақ. Жақсы болса, ертең шығып қалаға кел, сөйлесеміз, деді ағам. Неге? Мен мына жақта жұмыстан шыға алмаймын ғой, дейді мүләйіпсіп. Неге болғанда былай ғой? Мен бір киноның сценарийін жазып бастап едім. Соны аяқтау үшін сенің көмегің қажет. Әйтпесе актрисамыз мойындамай тұр. Давай сен бәрін таста, братишка, ертең ақ қалаға кел. Сен бірақ қорықпа, екеуміз де еркекпіз, еркекше сөйлесеміз. Бірақ ортамызда актрисамыз болады. Үшеуміз отырып жай ғана сөйлесеміз. Естіген болсаң, осы айтқаным болсын. Ертең күтем, деп бұрынғы байымның жауабын күтпестен өшіре салды. Көзім бақырайып қаққан қазықтай қатып тұрмын. Сен орныңа отыра ғой. Әйтпесе анау көзіңмен баланы шошытасың, дейді. Бәсе, ішкен екенсіз ғой аға, ендеше ішке кіріп ұйықтап алыңыз, дедім. Иә, мен бұрын ішпейтін едім. Өзің білесің ғой, ішсем сенің ісіңнен кейін ішетін болдым. Бірақ сен мені арақ ішіп мас болып отыр деп ойласаң, қатты қателесесің, дейді ағам. Сонда не ішіп массыз? Сідік ішіп пе? Деп айтып салдым. Жоқ, сен түсінбедің. Содан бері мен мына ірің ішіп мас болып жүрмін, дейді. Аға, маған мұндай кекесін сөздің керегі жоқ. Одан да тоқ етерін айттыңыз. Болды, мен сізге өткенде айтқанмын. Нақты жауабыңызды естісем болды, дедім. Ендеше сен мені тыңда.
деген ағамның түсі суып кетті. Сен маған ештеңе білмеймін дейме? Сен бәрін білесің. Осы пәтерді алған күні анау тұрақта сенің ғашығыңның көлігін көрдім. Бірақ ол кезде ештеңе ойламаппын. Өйткені нөмірсіз еді. Ұқсас көлік екен деп кете салдым. Онан жолдағы жағдай болды. Ашамын дегенмен қорқып флешканы құрттың. Білесің бе неге құрттың? Өйткені ғашығың осында болған. Мен қоңырау соққан соң шығып кеткен. Бірақ көлігін шығара алмаған соң нөмерін шешіп ізін суытқан. Сен болсаң көріп қояды деп флешканы жоғалтып, орнына жаңа флешка салдырдың. Ал енді білмесең айтайын. Менің құрастырып жүрген сценариім осы. Өйткені сенің қылықтарың есіме түсіп жүр. Мына мен ойланбайтында еркек емеспін. Сенің сатқындығыңды енді ғана түсініп жүрмін, деп айтып салды. Тап осы сөзден кейін бұтыма сейдім. Не деп ақталам? Ағамның айтқандардың бәрі рас. Бәсе, сценарий деп, трагедия деп сандырақтап ет. Өткеннің бәрін ой елегінен өткізіп, дайын болғанда ғана келіп отырған екен ғой. Әрі қарай сөз шығындап керегі жоқ. Егер сіз солай сценарий құрған болсаңыз, солай ақ болсын. Аға, сіз мендей бейбақты кешіріңіз де, жауабымды беріңіз, деп бетімді басып айқайлап жыладым. Так, сені жылама. Саған жылауға болмайды. Мына баланы шоштасың. Онан да тамағың піссе жеп алайық. Сонан соң ғашығыңа қоңырау соқ. Ертеңнен қалмай осында келсін. Ауылдағы жұмысым деп әуре болмасын. Ол енді ауылда қалмайды. Ол осында болады, және де сенің жаныңда болады. Білесің бе? Сондай жақсы жігіттер мына заманда азайып барады. Есесіне жаман қатындар көбейіп барады. Бала күнімде Тәліш деген әжем болды. Сен оны білмейтін шығарсың. Ертеректе қайтты. Сол әжем маған: қатының жүргіш заман болады, әкесі бөтен балаң болады. Жақсы дегенің жаман болады, адам дегенің надан болады. Қызыңның тілі салаң болады, ұлыңның күні қараң болады. Қаладай үлкен молаң болады, сол кезде заман тәмам болады дейтін. Мен саған заман тәмам болмаса да, біздің арамызда бәрі тамам болды дегем келеді. Қане, бетіңді басып отыра бермей, тамағыңды сал, қарным ашты, деген ағам басынан сипады. Мен бейбақ сонда: кешіріңіз аға, кешіріңіз, деп қоршылдап орнымнан тұрдым. Сұрама, кешірім. Онан да бет жүзіңді жуып, тамағыңды сал, деп баланы көтеріп орнынан тұрып кетті. Бетімді жуып, әрене шидым. Ағам иығына баласын көтеріп, терезе жаққа қарап тұр екен. Кешіріңіз аға, деп тағы да айтып, белінен құшақтадым. Сен өзі маған тамақ бересің бе? Деген ағам қала берді. Бәсе, ол неге тұрып кетті десем, екі бетінен құлдилаған жастын көрдім. Қайтейін, бұл мені қатты жақсы көрді ғой. Мен дегенде жанын қоярға жер таппай, ас түсіме түсіп, емпілдеп тұратын. Бірақ мен бейбақ бұған бәрібір үйрене алмадым. Бұрынғы байымды аңсадым да тұрдым. Соның құшағында ғана өзімді қатын сияқты сезіндім. Сол күні жылап жүріп тамағымды салдым. Ағам екеуміз үнсіз отырып ішіп алдық. Анам түсіме кірді. Ішпегеніңіз рас болса, Құран оқып беріңізші дедім. Ішкенім жоқ, оқимын. Оның үстіне бүгін жұма, деп ас қайырып, бетін сипады. Мен тұрып қазан табаққа араласып кеттім. Шақыр ананы, деп қайталады. Оны не қыласыз аға, деп қипақтадым. Шақыр, ол жігіт саған да маған да керек, деген зілді даусы шықты. Осыдан кейін амалым қалмады. Бұрынғымның нөмерін тердім. Ертең шығып қайтшы, қатты керек болып тұрсың, дедім. Анау ше, ол кісі қайда, деп сұрады. Ағам осында, біз сені күтіп отырмыз, дедім. Ертеңіне қорқа басып бұрынғы байым жетті. Бұл сорлы кәдімгідей жүдеп кеткен. Өткендегіден де халы нашар көрінді. Сендердің екеуіңде кешірім сұрап әуре болмаңдар. Негізі мен адастым, деді ағам. Басымызды көтеріп, неге дегенде екеуміз бірдей жалт қарадық. Ағам соны байқады ма? Ерлі зайыптылардың арасына есі кеткен түсет. Сендердің араларыңа түскен менмін, деді ағам. Одан терезеден қарап, біраз тұрып қайта келді де, бұрынғы күйеуіме жақындап: сен ауылдағы жұмысыңды қойып, осында қаладан жұмыс қара.
Тапқан кезіңде маған хабарлас, деді. Сонан соң маған бұрылып, сен мына балаға қара, жұмысым деп алаңдама, жалақым бар деп есептеп отыр, деп тапсырды. Сөйтті де есік алдына барып, мен жұмысымның ыңғайына қарап келіп тұрам, бірақ мына балам үшін келемін. Айтқандай, братишка, сен мені келеді деп қызығым ба? Мен біреудің некесіне араласпаймын. Білесің бе? Ақ некеге араласқан сен де, мен де тиесілі жазамызды алдық, деп теріс айналды. Сол кезде момын деп жүрген менің байыма тіл бітті. Ендеше мен де жазамды алдым ау, аға, өйткені мен де енді сіздің балаңызды бағам, деп қорс етті. Сен менің баламды бақпа, мынаны бақ, деп мені көрсеткен ағам. Сен ол балаға тәрбие бер. Қаны менікі, тәрбие сенікі болса, бұл бала жаман болмайды. Марқұм Манархан менің арамыздан қыл өтпейтін досым болған. Сен соның бауырысың. Білесің ғой, тап мына жерде сенің де менің де қолымыздан ештеңе келмейді. Бізде шешендердігіндей баланы анадан алып әкесіне беретін заң жоқ, деп шығып бара жатты. Екеуміз бірдей терезеге жүгірдік. Ағам дәу көлігін оталдырып біраз отырды. Осы кезде мен ағамды мәңгі жоғалтқанымды түсіндім. Әйтсе де, бұрынғы байым жаныма келді ғой, деп жүрегімнің жарасын емдемекші болдым. Алайда қуаныш мен қайғым қатар келді. Баласы емесін білген байым басын бұғып 3 жұма жатты. Бар болғаны 3-ақ жұма өтті. Баламды арқалап жүріп, емханадан емханаға сүйредім. Астанаға жайғасқан ағам да қарап қалмады. Әкел, осында қаратамыз, деді. Бірақ мен үлгермедім. Бұрынғы байымнан мүрдесін моргтан алдым. Осылайша 1 жылдың ішінде енемнен де, анамнан да, байымнан да айырылдым. Білемін, бұл бейшараға ДНК нәтижесі қатты тиді. Жүрегін ұстап жатып кете барды. Мен бейбақ, анамның берген 3-7-сін сонда ғана түсіндім. Баламды құшақтап, зар жылап қала бердім. Тап осы күнге жету үшін қаншама жол жүрдім. Күнәдан асып, күнәһарда болдым. Ақталмаймын, әйтеуір балалы болдым. Осының өмірін тілеп, өмірім өтіп жатыр. Ағам сырттан көңіл айтқаны болмаса, жаназасына келген жоқ. Өмір ғой, бұл пәнидің соңы бір тұтам, иманды болсын, деп жазды. Уақыт емші дегендей басыма түскенге көндігіп келе жаттым. Күйеуімнің 40 өтті, онан 100 өтті. Осының бәрін ағамның ақшасымен жасадым. Келіп кетіп тұрды. Бірақ сол баяғы айтқан сөзінде тұрды. Етегімді көтермеді. Марқұм байымда 3 апта жатып көтермеген болатын. Еркек дегенді сонда ғана түсіндім. Көңілі қалса осы екен. Күндер болса өте берді. Анамның жылын береміз деп жүрген кезім еді. Басқарма сайтында біраз адам ағамды құттықтап тастапты. Туған күнім еді? Жоқ, туған күні қарашада ғой. Ақзира жеңгей дегенді оқып жүрегім зырқ етті. Әй, мына маған түрі таныс қой, деп қоям. Сөйтсем, Жайлау байбай екен ғой. Бұл келіншек ауылдікі. Бірақ ертеректе қалаға кеткен. Өзі ағылшын тілі пәнінің мұғалімі дейтін. Жалғыз қызбен жастай қалған жесір еді. Сол қызы бері келе өрттен өлді дейтін. Көп қабатты үйде өртеніп қалып қойған деп еді. Бұл әлгі менімен жақындасқан Жазук Жаризараның туысқан апасы. Қолым дірілдеп отырып, аға, қолыңызға қондырған құсыңыз құтты болсын, деп жаздым. Қайтейін, ішім күйіп, алай-дүлей боп барады. Өйткені Ақзира деген 40-қа келсе де, түрін бермеген өте әдемі келіншек. Осы жазғаныма ағам жауап жазып жатты. Не деп жазып жатыр екен деп, тағатсыздана күтіп отырдым. Әйтеуір бір кезде жауап келді. Қандай дейсіздер ме? Рахмет, сіңлім, деп келгенде, ойбай деп телефонды лақтырып жібердім. Болды ғой енді, ағамнан үмітім қалмады. Бірақ Ақзира, ол тума, құрсын тілім тасқа тисін, не деп кеттім. Өзімде балаға зар болғаным жоқ па? Одан да жалғыз балама өмір тілейін. Бері қарай жалғыз басты келіншек деген статусқа ие болдым. Сөйтіп жүріп, жалғыз басты қатын болдым. Жасым 40-қа келді. Ұлым мектепке барды. Ағам кейде келсе, кейде баланы алдыртып жүрді. Сөйтіп жүргенде кәрі болса да Ақзира туды. Өзі сондағы бір қымбат мектептің директоры бопты деп естідім.
Осыдан кейін менің өмірім күрт өзгерді. Ақшадан проблема жоқ, жалақым бар. Ағамның ұлына беретін ақшасы шаш етектен. Бірақ бір басыма бәрі болса да, бейбақ басыма байы бұйырмады. Марқұм күйеуімнің көлігінде атыма жазып алған едім. Сонда мен сорлыда шынымен де бәрі бар ғой. Бірақ екі еркектің бірдей киесі ұрған соң баға басты байым жоқ. Сол үшін соңғы жылдары әлеуметтік желі жолдасым болған. Айтқандай, сонау жылғы мен барған емші дәрігер жайлы Инстаграмнан оқыдым. Ол кісі жалғыз менің ғана емес, біраз қыз-келіншектердің тәнін сипап сүйген кісі екен. 90 ауыз сөздің төркіні басым бос жесірмін. Ағам Астанада, досы кетсе де өзі отыр. Ағзирасын құшақтап жылда шетелге демалысқа жүргенін көремін. Балам 13-ке толса сенім хат жазып бер, шетелге қыдыртамын, дейді. Әрине аға, әрине, деп жалбалақтап жүрмін. Әрине деп айтып аламын да, соңынан әттең деп тілімді қысамын. Әңгіменің соңы. Құрметті тыңдармандар, әңгіме ұнаса лайк басып арнаға жазыла кетіңіз.